Қайырлы күн достар. Қалаулы әңгіме өзінің жұмысын бастады. Алдағы 2 сағат уақыттарыңызды бізге арнасаңыздар, еш өкінбейсіздер деп сенімді түрде айта аламын. Өйткені бүгін бізде екінші күн мен жүргізуші қызметінде Бауыржан және де Сержан. Қош келдіңдер. Қош келдік. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, күшті, керемет. Ауа райы да жақсы, біздің көңіл күй де жақсы. Бүгін 2 сағат, 2 жігіт. Екінші күн семен. Бірақ біздің көңіл күйіміз ауа райына байланысты емес. Ауа райына байланысты? Емес. Түсінікті. Біз всегда көңілдіміз ғой. Біздің көңілге азанда бірінші көтерген звонокқа байланысты. Бүгін мысалға кешіп қалдық. Бүгін мысалға жақсы жаңалықпен ояндық. Қандай? Айта берейін ба? Бүгін бізде бір кішігірім жұмысымыз, өзіміз бұрыннан бері, біраз уақыттан бері планировать етіп жүрген. Сол Құдай қаласа бүгін алып кейін бітеді. Бүгін бітеді сол Құдай қаласа. Қуаныштымын. Енді жаңа Сержан айтып жатсың ғой, кешеден бері дайрекке Назыммен бақытты болып тілек айтып жатыр деп, иә? Сондай болды ма? Иә, дато Сержанға ашпай жатқандар маған жазып, Назым мен Сержанға бақыт тілеңізші, Сержан оқымай жатыр, айтасаңызшы деп жатыр. Мені ма? Сонымен еститін болдым енді. Болмады емес, болды, иә. Естідік, көрдік, бақытты болыңыздар, анау-мынау деп отыр. Бірақ ол жерде ол бір бақытты болатындай бір ашық әңгіме еткім жоқ. Просто необитаемый остров дедік. Кім таңдайсың дедік. Мен Назым дедім. Болды, артық әңгіме болған жоқ жерде. Сейчас я время скажу. Кеш жарық достар, Ару қаламыз Алматыда сағат 4. Да? Ай, бәрекет. Негізі Сержан сезім қалды ма? Иә, шай өтсін ба. Я, сонымен енді бақыт тілейді деген кезде өзің айттың ғой енді. Екеуінен қайсын таңдайтын деген кезде Назым таңдаймын дедің. Одан кейін осы жерде айттың ғой, бір қыз ұнап жүр, бірақ ол білмейді деді ме? Не деп айттың? Мен білет дедім, бірақ мен оған ашылуымын дедім. Жыным ұстап жүр дедің, иә? Жыным ұстап жүр, ашылуым мен оған дедім. Альбина өте әдемі болып тұрсың бүгін. Ауа райына қарсы жақсы күшті киініп. Айтса енді? Жоқ, мен құпия қылып қалдырам бұны. Неге? Уақыт келген кезде айтам. Неге? Сол, мен сондай адаммын ғой. Айта берсе қазір. Мен құпияны жасырам, сосын бір күні бақыт еткізем болды. Керемет мүмкіндік емес па ол? Мүмкіндік емес. Сөз салып алу керек. Сен Назыммен қоспайтын болады. Мүмкіндік любой кезде болады ғой, айтатын кезде, айтқым кеткен кезде айтамын. Жоқ, сен енді бір ренжіген сияқты болдың ғой, Назымға қосқан сияқты. Енді осы қазір мүмкіндігін пайдаланбайсың. Мен сонда Назымға қоспайды. Түсінеді, жүрегің бос емес екен, дұрыс қой. Жүрегім бос емес. Я енді дұрыс, енді керемет мүмкіндік. Бірақ сосын айтамын өзім. Яғни Назым. Болды. Альбина. Тыңдамайым енді, болды. Назым ғой, Назым. Сержан Назым жақсы көреді, мойындамай жатыр. Далам әңгіме. Я басқа темаға көшейік. Я. Бауыржан, сенде кеше қызым бар ден, иә? Қызым болғанда көңіліңде ұнаған. Көңіліңде ұнаған бір қыз бар деп айттым, тыңдамай қойыңдар. Айттым. Жоқ, біледі. Біле ма? Кеше сен танымайды деп айтқан сияқты. Жоқ, жынданып сендер мен сөзін тыңдамай қойыңдар. Одан кейін айтпаймын, жоқ, ондай қыз деп айтқан түрім ғой. Тырысып қалған түрім ғой. Сөйтіп ол да тырыс қалдық, а? Иә. Білем ғой, мен бәрін білем әлі. Айтпаған үшін ол да тырыс қалды ма? Жоқ, мен қызым жоқ, былай ұнатып жүрген бар, Құдай қаласа болып қалар жаңалық. Пока сөз сағып ондай болып жатқан жоқпыз. Негізі үйлену керек, ертерек үйде жалғыз боламыз, білесіздер ғой. Үйдегілерде келін деп жатыр. Темір тыстық кезінде бастайды, сол Құдай қаласа. Жоқ, нормально ол кісімен кеше бәрі дұрыс. Бірақ ұнататын қызым бар. Қыздар, менің де ұнататын қызым бар. Менің де деймін. Сопи екеуміз айтпай отырмын. Енді атын айтып түсін түстемей қойып. Бірақ бар. Сен де ше? Кімде, менде? Бар. Айтса, атын айтса. Айтпаймын. Фамилия жылын айт. Срочно айт. Сенде ше үлкен мүмкіндік бар ғой қазір айтуға. Сол жігітке айтып. Сосын кейін саған дайректте жазбайтын болады. Қыз жігітке сезім білдірмеу жоқ. Жоқ, сен сезім сүйемді жоқ қой бұнда. Осындай бір жақсы досым бар деп атын айта салшы. Жоқ, айтпаймын. Сол сияқты фанаттарын жоғалтып аламын деп қорқып жатсың ба? Ой, қайдағы? Ерлан емес па? Жоқ, Ерлан емес. Болды, Ерлан деймін. Ерлан болды. Альбинаны туған. Аллахи булахи Ерлан емес деймін ба? Төбемде қырып шақпады. Жоқ, Ерланға шыны керек бәрі айта береді, мен мүмкіндік бердім. Ертең менен ешқандай кінә болмайды да, сол кезде өзінше болды немесе ажырасқандарды менсінбейсің деген сияқты тема айта алмайды да, өйткені Ерланға мен мүмкіндік бердім. Ал сол мүмкіндікті пайдаланбаған Ерлан өзі кінәлі. Дұрыс қой? Иә, сен. Ерлан құлақтан кіріп бойда алмапты да. Дұрыс қой, құлақтан кіріп бойда алмапты. Сол үшін менен кінә жоқ деп. Айып сізден емес па?
Сендер всегда правсыңдар ғой. Жоқ, мен өзім правпын деп отқан жоқпын. Әйел тыныш болса, әлем тыныш. Ой, енді екеуің кешеден бері қыздардың бәрін кінәлай бересіңдер. Кінәлап отқан жоқпыз, кімді кінәлап? Бір өш аламай жүрген сияқты қыздардан. Біз қыздарды Біреуің Назымнан, біреуің Толқыннан деп. Толқын маған жоқ деп жауап берген жоқ қой. Так что нормально. Сержанды қол тастап кеткен. Қайтар жерді ғой мен, прикинь. Назгүл, Назым. Назгүл деп. Немене, Шай отқам ше. жаман болып қалған. 3 күн жүп болған ба? Еще Альбина, бір нәрсе айтайын ба? Айта ғой. Еще мені қайтарып жатыр ше. Еще оны қорғап жатырмын ғой мен, прикинь. Есіңде ма сен? Ты сражался как последний воин. Назымға ананы айтпаңдар, қажет емес деп есіңде ма? Иә. Мен сондай мейірімдімін. Мен де Динаны сөйттім. Ол яғни Назымға деген сезім бардың белгісі ғой, иә? Ұрсай. Армысыздар деп тағы да амандасып қояйық. Енді бүгінгі 2-ден басталған жұмысым дәл қазір қалаулы әңгімеде қайта жалғасып отыр. Тізгінде қыздарыңыз мен Альбина Асхатқызы, және бүгін менің 2 күндік әріптестерім деп айтайыншы, Бауыржан мен Сержан тағы да келіп отыр. Қош келдіңдер. Жалпы көңіл күйлерің қалай жеттіңдер, жігіттер? Қош көрдік. Бүгін кешпей келдік. 3 минут ерте келдік. 7 минут. 7 минут аста тұрып қалдық. Кеше 2 минут кешкі келіп, бүгін 7 минут ерте кепті. Бәрекелді. Рахмет. Баяда кезінде қалауымда жүрген кезде де до экстренный случай болатын. Кәдімгі мен жүгіріп барып кіріп, рубашканың ішіне салған кезде эфир басталып кететін ше. Кеше де примерно солай болды. Сен сөйлеп жатқан кезде кірдік. Енді ол кешіккенде жауапсыздық емес, бірақ дегенмен арасында болып қалады. Көңіл күй өте керемет. Ұнап қалды Альбина. Арасында күн сайын ба? 2 күнде бір. Саған не ретро FM ұнап қалды бізге, шынымды айтайық. Шақыра берсеңіздер, қол бос болып жатса келе берейік. Сөйтіп дос болып, коллега болып араласып, бір коллеги болып бір зона отдыхқа шығып қайтайық деп сразу демалыс ойлап кеттім. Алакөлге путевка бар, если что. Шымкентке жүріңдер деп. Түсінікті. Сержан, енді бүгін сен үндемей қалма, сөйлеп отыр. Өйткені кеше менің ойымша бір эфирдің 70%-ын Бауыржан екеміз, сен 30% болдың ғой деймін енді. Жарайды, ода тұрған не? Иә. Ода тұрған не бар? Бүгін де сөйлемей қоям дейсің бе? Жоқ, біз 35-35-тен бұл 30. 105 болып кетті. Ну ладно, іштеген. Жоқ. Үндемей қалма, сөйлеп отыр дегенде. Және де бүгін енді қалаулымның студиясында сан мәрте көтерілген тақырыптардың бірі азаматтық неке туралы білгім келіп отыр. Нәзік жанларды кеше өздерің енді жерден алып, көктен алып, жерге салып сөйттіңдер ғой. Енді бүгін ортақ тақырып болсын. Қыздар кінәлі емес, екі тараптың да бір қалай кінәсі бар тақырып деп айтамын. Жоқ, кінә деп те айтпаймын. Әркімнің өз еркі ғой. Ол мүмкін біреудің өзінің жаңағы өмір сүру бір стилі. Иә, стилі шығар деген сияқты. Әркім өз таңдауында ғой. 21 ғасырда барлығы мүмкін, сондықтан да жай ғана пікірлеріңді білейін. Азаматтық некеге мен өзім жеке қарсымын. Басталды. Не басталды? Не болды? Қандай болды бір мультфильмдерде аха деп. Айта бер. Азаматтық неке жалпы өзім қарсымын. Енді екі адам жалпы қыз бен жігіт бір бөлмеде жалғыз қалған жағдайда әлбетте ортасына шайтан түседі дейді. Неше түрлі ойдан азғыру мүмкін. Сосын азаматтық некеден кейін екеуі үйленбей қалған жағдай болып отса, как будто қыз бір рет күйеуге тиіп шыққандай болып қалуы мүмкін. Қыздардың балдарға ештеңе етпейді, қыздарға ыңғайсыз дүние. Сосын нәзік заңдыларымыз жан жақтан көзі жәутеңде қалмау үшін қолдан келгенше ондайға бармаған дұрыс деп мен өз басым жеке санаймын. Менің пікірім соған қарсы. Сержанның пікірі чөйда қарсы емес сияқты. Сержан қазір ұтылып қаласың ғой. Иә, күлгеннен ақ байқауға болады ғой. Жоқ, мен эфирлерде отырған кезде де айта кететін, мен азаматтық некеге қарсы емеспін. Және оның өзінде де бір плюсы бар деп ойлаймын негізі. Қандай? Таппай жатсың ба? Жоқ, таппай жатсың емес. Мысалы да бір өзіңді бір определенный уақыт тексеріп көру. Ертең бұл менің адам ба, бұл менің адам емес па дегенді білу. Қыздан обал болды ертең? Өйткені бұтя мынандай нәрсе да, қара. Сенің рассуждениең қалай білмеймін, бірақ менің рассуждением былай да. Ертең күні мысалға да сен үлкен үміт бересің да қызға. Жүресің и үйленбей қаласың да. А тут сен мысалға өзіңді екеуің екі жақтан бір-бірін тексересің да, и шешім обоюдный болуы мүмкін да. Түсініп тұрсың ба? То, что екеуіңде де ештеңе не сложилось деген сияқты. Екі қыз бен жігіт бір жерде тұрған кезде үшінші обязательно шайтан жүреді. Екеуі азғырады. Кіргізбе сен. Төсектес болып қалуы мүмкін, жатып қоюы мүмкін, екі қабат болып қалуы мүмкін.
әңгіме ода емес, ол реально 2 қабат болып қалуы мүмкін, басқа болып қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Бірақ как будто анда бір рет күйеуге тиіп шыққан қыздан айырмашылығы ешқандай болмай қалуы мүмкін. Ал егер де андай бір необходимый ситуация болса, мысалы 3 бала 3 қыз болып, мысалы трехкомнатный смен айтып амал жоқ там бірге енді бүйтіп ақша шығарып ортада тұрып, сондай болып, сондай жерде жүріп, сондай жерде бір қызың кейін сезім пайда болып кетсе, онда ол ештеңе етпейді, потому что ол қыздармен өмір сүреді, нақты сен балдармен. Ал енді жеке екеуің однокомнатный алып, асханада ғана кездесіп тұрасың. асханада кездесіп әңгіме айтқанда, ал екеуің жеке однокомнатный алып бүйтіп құшақтасып там, олай болмайды. Сержан, сен де кукуруз охранять етіп жүрген бала емессің, бәрін түсініп тұрсың. Сен де өзің қарындастарың ертең болашақ қызың азаматтық некеге тұруға қарсы боласың ғой. Мысалы, қызың келіп, әке мен азаматтық некеге тұрамын десе. Нет, девушка, ты должна посмотреть деп айтпайсың ғой. Мынандай мақал бар да, мысалға қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді, дұрыс па? Дұрыс. Жүресің, кездесесің, сен онымен мысалға да көп уақыт өткізбегеннен сен оның на самом деле мінезін білмейсің да. А тут возможность бар да оны білуге. Сержан, тут возможность бар дейсің, көп уақыт. Будь мен, короче, басынан өткен айтып жатырмын, болды. Жоқ, қара. Мысалы, мен лично сен үйтетін болсаң, азаннан кешке дейін таңғы 9-да тұр да, қызыңды қолынан ұстап ал да. Ой, енді бүкіл жұмыс тастақ бойында жүрейін енді. Сонда сен онда мысалы сен сонда бөрде азаматтық неке көп уақыт өткізетін дегенде, түнде жылы төсекке барып жатқан кезде қасында болады, сол ма көп уақыт өткізем деген? Лучше сен таңғы 9-дан түнгі тоңғайдың қасына апарды, сосын бірақ апарды өзің квартирасына апарып. Пожалуйста. Жарайды, жігіттер, енді пікірлеріңді біліп отырмыз. Қазір Ретрофм Қазақстан әуе толқында әдеттегідей кезек әнде, әнмен сендердің пікірлеріңді бөлуіме тура келіп отыр, ал сол әннен кейін қайтан жалғастыратын боламыз. Достар, бізбен бірге болыңыздар, сіздер де ат салысып отырыңыздар деймін. Әсіресе YouTube желісіндегі біздің көрермендерімізге айтып отырмын, және бүгін бізде сұрақ жауап болады. Леп белгісін басып, сізде өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Бастауы жеп отырсыңдар. Не жеп отырсыңдар? Қазір тамақтарыңа орады, эфирде сөйлемей қаласыңдар. Қыштады ғой тәтті. Сержан, немене екеуінде жоқ қой? Сөйлес. Қызғаншақ. Тамақ жегенде жаман бұл. Короче, бір рет тамақ жеп отырамыз да. Сумкаңа тыға сал енді. Мен бар ғой, кәдімгідей жүрегіме қалқалды ғой, Альбина. Қалай? Тамақ жеп отырамыз бір жерде. Сөйтіп, бұл ачучук жейді да постоянно. Любой тамаққа ачучук алады постоянно. Иә. Сөйтіп жеп отырып, ойымда ештеңе жоқ, жеп отырып. Сөйтіп ана ачучугын жеп отырсам, кәдімгідей настроймен айқайлайды ғой, прикинь. Не деп? Заказ бергенде өзің заказ бермейсің ба? Бұл менің ачучугым, жеме деп. Кәдімгідей жаман болып қалдым, содан жеме қойдым. Сөйтіп бір жерде отырған кезде тағы. Түсінікті. Жарайды, тақырып туралы айтарға, тамақ туралы емес деп. Мүмкін қазір қарны ашып көріп отқан біреу бар шығар, тәбетін ашып аламыз. Айтайын дегенім, яғни Сержан, сен азаматтық некеге қарсы емесің, иә? Қарсы емеспін. Қазіргі мысалы ұнатып жүрген қызың ба, білмеймін, назым ба, сонымен мысалы азаматтық некеде тұрайық десе қыз тұрар ма едің сонда? Келісесің? Келісемін. Қанша уақытта тұрасың? Мен қалай қазір мысалға да сен сұрақ қойып отырсың да, келісер ме едің деп. Жоқ, мен келіспеймін, дайын емеспін десе, мен өз-өзіме қарсы шыққандай боламын ғой. Әрине келісемін, если мен қолдап отырсам оны. Тұрып көруге дайынмын. Өз-өзімізді тексеріп көру үшін. Өз-өзін тексерудің басқа вариант таппай жатсың ғой, Сержан. Вариант емес. Сен қайтадан ажырасқанды алып келіп жатсың, иә? Өз-өзін тексеріп көру үшін вариант болмай жатыр деп. Жоқ, причем ты оны алып. Енді. Бір үйде бір қызбен екеуің ғана. Тұрам. Тұрмайсың. Тексеремін өзім. Жібермеймін сен. Жоқ, қалай оны тексересің? Жанында мысалы, Бутяның айтқаны бойынша мысалы бір 2-3 жігіттен, 2-3 қыздан тұрса деп. Ой, енді тұрайық енді сол бір поселениемен бәріміз. Қазір де тұрып жатсыңдар ғой жігіттермен. Қазір жандарың 2 қыз алсаңдар болды. Жігіттермен тұрғанда мен тұрам, бір досымыз бар, Димаш, үшеуміз ғана, басқа кіммен тұрамыз біз. Енді 2 қыз алсаңдар болады ғой деген ғой мысалы. Жоқ, қыз бар ғой, туған қарындасым бар ғой мен. Үйде ма? Туған қарындасым бар, администратор қызым, ол да қарындасым. Ол кісілер тұрады, нақта біз тұрамыз. Жарайды, енді қарындас ол бәрібір. Енді қасына тағы бір қыз алған. Абайсың ерме саған. Жоқ, бұл келте ойлап жатыр. Мысалы мен по факту қойып бердім. Сонда егер өзіңмен білгің келсе, қызың қандай екен, таңғы 9-дан кешкі 9-а дейін қасында алып жүр. Ыстыққа шыда, су іш, самса же бар, пирожки же, басқа қала әңгіме айт, ресторанға бар. Сен бұны айтып жатқан, сонда таңғы 9-да кетеді. Біз түнгі 12-1 жұмыс істейміз. 12-1-де келеді.
сосын барды да бірге барып ұйықтайды. А может мен былай Сөйтеді да сөйтіп ұйықтап жүрді 2-3 айдан кейін сен былай рассуждать қыздан болады. қасымда көп жүремін или мені тыңдамайды походу ше, қасымда жүрген кезде ше. Мен ойымша қазір солай да, уже солай ойлап жатырмын мен. Мысалға мен всегда бүйтіп айтатынмын, эфирда да оны айтатынмын. Мен болашақта үйленген кезде әйелімнің менімен бірге жұмыс істегенін қалаймын деп. Может мен бірге жұмыс істегім келетін шығар. Может онымен бірге тұрғаннан кейін, может оны бір қасыма жұмысқа кіргізіп қоятын шығармын. Парашюттан бірге секіреді ма? Как раз тельняшка киіп келейін дедім да, Иә, сосын тельняшка киіп келмедің ба? Кеме қойшы дегенім мен болсам. Мен екен ғой. военный футболкамен тельняшка киіп келейін деген ғой. Киіп келуің керек. Бірақ новые. Краска майканы киіп келу керек. Той бастардан берген ба? Сонымен достар, қалаулы әңгіме өз жұмысын ары қарай жалғастырады. 16 сағат 14 минут. Бұл Алматы мен Нұрсұлтан уақыты бойынша дейміз. Бүгін 4-ші шілде, бейсенбі. Ертең бір күн жұмыс істесек, алтында 3 күндік демалысымыз келе жатыр. Қателеспесем, дүйсенбі күні 8-ші шілде бізде демалыс деп қойыңызшы. Сонымен бүгін тізгінде Бауыржан және Сержан тақырыбымызды естідіңіздер. Естімесеңіздер тағы да қайталап өтейін. Азаматтық некеге жігіттердің пікірін сұраған еді. Сержан қарсы емес, ал Бауыржан қарсылық танытуда. Яғни қыздардың намысын ойлаудасың, көпшілікпен бірге тұруға болады дегенде айтып жатсың. Ал мысалы, үй шаруасында қыздың қандай екен қалай білуге болады? Бауыржан. Үй шаруасында қыздың қандай екен әңгімелескен кезде түсінуге болады. Мысалы? Аузымен тоқи береді ғой. Иә. Тексертіп көресің ғой, мысалы мен аузымен тамақ жасап берсің ба? Жоқ, Сержан. Сөзін бөле бермеңізші, өтініш. Сержан сен бүйтіп, ұрысып қалмайық болмайды. Сергей. Жалпы мен мысалы тамаққа қалайсың, ас үйге айтады ғой, мен мынандайды жақсы істеймін, мынандайды дұрыс емес істеймін. Сонымен уақыт өте келе мен срочно үйге қонақтар шақыратын боламын да, срочно сол қыз шақырамын да, кухняға кіргізіп тамақ істеп берейін. Мынандай тамақ істегендіктен жігіттер келіп қалады, қыздар келіп қалады, достар келіп қалады. Солар күтеміз деймін да. Қарындасым екеуім болды, кухняға кіргізіп жіберемін, продукттарын әкеліп беремін. 1 сағатта келгенде дастархан гүл болып тұрады. Гүл болып тұрады немесе гүл емес болып тұрады. Сосын сұраймын, мынаны кім дайындады? Мынау дайындады, біз дайындадық деген сияқты. Сол жерде походу пьеса түсінемін. Енді әңгімеден білуге болады деп отырсың ғой, жарайды. Менің әңгімемнен қазір біле аласың ба? Мен не істей аламын, не істей алмаймын мысалы. Жоқ, әңгімені біліп алған кезде бірінші сұрайсың ғой сен. Не деп сұрайсың? Ас үйге қалайсың деп. Сосын кейбіреу айтады, ас үйге жақсымын, тәттілерді жақсы пісіремін, болмаса мынау тамақ жақсы істеймін деп айтады. Сосын енді сол өзінің айтқан сөзіне тұратындай қылып, 1-2 апта өткеннен кейін Шымкенттен жолдас балдар келіп жатыр, дастархан дайындасуға көмектесер дейсің. Сосын ол келеді, сосын да бүкіл продуктысын қарындасын алып, қарындасым екеуіне тастап кетесің да. Сосын кетіп қаласың. Сосын 1-2 сағаттан жаңа жолдас балдарды үйге алып келіп тамақтандыратын кезде дастархан үстін көресің. Сол кезде түсінесің. Мысалы мен былай айтайын, маған ұнамайтын жігіттер мен түсініп тұрмын ғой қандай оймен сұрайтын. Оларға қырсығып жоқ, ештеңе істемеймін, істей алмаймын мен деп айта аламын. Мысалы. Сөйтіп айтсам шал. Сен білмейсің ғой, мен сөзмен ғана не қыласың. Бірақ шын мәнінде мен асханаға мысалы тамақ жақсы пісіремін деген сияқты. Оны қалай білуге болады? Не болды? Жоқ, мен Альбина мен сәл түсінбей тұрдым. Мен бір ауыз сөйлескен кезде мен точносын біліп қоямын деп айтып жатқан жоқпын ғой. Бірінші өзінен сұрайсың, өзі айтады. Егер түк істей алмаймын да анау мынау дейтін болса, боп дейсің. Значит, ол сені ұнатпай айтып тұрғаннан кейін оны ертең үйіңе шақырып тамақ істеші десең де кетші бар дейді ғой. Рас қой, істемейді де ол. Бірінші сұрайсың, сосын сол сөзіне соответствие ету үшін жаңағыдай айламен тексересің. Оны мен сөйтіп тексеремін лично өз басым. Бізде үйде қонақтар үзілмейді ғой. Кеше ғана, бүгін ғана азанмен біреуін шығарып салды. Еламанды. Сізге танылым. Жарайды. Ал азаматтық некеде бірге тұруға қарсы емес Сержанның пікірін білейікші, мысалы, үй шаруасынан басқа тағы да нені білуге болады деп ойлайсың? Азаматтық некеде бірге тұрғанда. Мінез сосын. Ең бірінші мінез. Мысалға да мынандай болуы мүмкін да. Саған мысалға кезісіп жүрген қызың мынандай көңілді күймен келуі мүмкін да. Сен постоянно ойлап жүресің да оның көңіл күйі күшті екен деп. Ол егер азаматтық некеде тұрсаң, таңертең қандай екенін білуге болады деген сияқты. Боянбаған түрін көресің. Жоқ, боянбаған емес. Андай болады ғой, капризный қыздар бар ғой, с утра ұйқысы қанбай болмаса көп ұйықтап қойса, ұйқысы қанбаған кезде анандай капризничать тұрады ғой. Содан-ақ білуге болады. Мысалы, маған таңертең тұрып капризничать мінезін көрсетіп тұрса, қой, қарағым деймін мен. Шын айтамын. С утра мен оның көңілін табатындай нем жоқ, уақытым жоқ мен. Іздеп жүретін көңілін. Аха. Түсінік. Күшті. Иә, бірақ шыны керек енді бір қалағандай жауабымды алған жоқпын деп айта аламын. Азаматтық некеде тұрғанда енді мен қыз ретінде қарсымын. Мүмкін жігіттерге ол жақсы шығар. Ал Бауыржан түсінікті өзінің қарындастары болғаннан кейін сол ойлап отырған шығар деп. Ой, енді сөйтіп. Рас қой, енді үш қарындасың бар, басқа бар, ойланасың. Маған лично азаматтық некеге қарсы емеспін десем, бауырым, ертең сен қарындасың біреумен сөйтіп тұрса, батаңды беріп жібересің бе, туған қызың сөйтсе десе, мен осы сұраққа жауап бере алмаймын. Аха.
түсінікті. Сержан, оның несіне ренжисің? Енді шындық қой. Сен өзің позицияң, әркімнің өзінің несі бар деген сияқты. Мен сенге деп жатқаным жоқ. Қайдан білейін? Просто сендер анандай до конца бір жаман қылып көніп тастау бүйтіп астарлап жеткізесіңдер да сразу не болса да. Мен өз мнением осы, мен қарсы емеспін. Мен астарлап отқан жоқ, мен тіке айтып отырмын. Қалай бар, солай айтып отырмын. Сержан енді өзінің ойы ғой. Иә. Просто сол ойын осы бағдарлама біткеннен кейін маған бұча сенің дұрыс екен, мен де қарсы боламын деп айтса екен деп жатқан. Қарсы боламын айтып айттым. Жоқ, өзгермейді ғой, жарайды, әркімнің өзінің пікірі бар, өзі біледі дегендей, әркімнің өз өмірі ғой. Ал Баржан, саған қыз келіп тұрып, азаматтық некеде тұрып көрелік десе, мысалы, сенің жауабың жоқ дейсің ба? Реально достойно айтшы. Достойно. Еркекше. Өкім қалмайсың ба деймін ертең, анам мынау болып кетсе, ештеңе мойныма алмай, ертең сен маған, мен азаматтық некеде тұрып өмірімді кетірдім, 1 жыл уақытым кетірдім, істеп жатқан осы ма деген сияқты әңгіме болмай ма? Точно ма деп жауап сұраймын да, я десе, бірақ жеке бірге бір тұрмаймын, по-любому қасымызда обязательно адамдар аламын. Болмаса подселениемен квартира үйге кіргізетін шығармын, көз алдымда жүріңдер деп, бірақ жеке раз-на-раз қалмаймын. Онда смысл қандай бірге тұрудың? Если адамдар болатын болса. Адамдар болатын болса. Наоборот, ертең сен мен лично ата-енеммен тұратын адаммын ғой. Мама, папамен, қарындастармен. Ата-енеммен. Жоқ, тура сөйтіп тексерем да, Сержан. Деген бөлек нәрсе. Менің политикам басқа ғой. Мен енді сенің ойындағыдай жауап бере алмай логично ойлап көрші. Басқа адаммен атының разницасы көп қой. Енді по-любому жеке тұрмаймын, жеке қалмаймын. Түсінікті, жарайды, онда кезекті тағы бір әнге беріп алайық. Жанар Дұғалова айта берсін, айта берсін деп айтайын деп отырмын ғой. Айта берсін туындысымен тыңдап алайық, одан кейін осы бір пікірімізді жалғастырамыз, достар. Немесе жалғастырғаннан бұрын сіздердің де пікірлеріңізді білгіміз келіп отыр. 2-500-101 нөмірін теріп, біздің студияға байланысқа шығып, сіздер де өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Мархабат дейміз. Я, достар, шынымен де өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпағайсыздар дейміз, және де бізде әдеттегідей YouTube желісінде сұрақ жауап алмасудамыз, орысша айтқанда опрос дейміз, леп белгісін басып, сол жақта дауыс берсеңіздер болады. Азаматтық некеге деген сіздердің де көзқарастарыңызды біле отырайық. Осы эфирдің соңына дейін шамамен бір 39 минуттай уақыт қалған екен, сол аралықта білетін боламыз. Сонымен дәл қазір келіп отыр екен, қыздың пәктігі қайда қалады, азаматтық некеде ғана тұрса дейді. Соны айтып отырмын ғой мен, сол жеткізіп жатқам қыздан обал болады. Баржан, неге сен тіліңді жыландай шығара бересің дейді? Ернім тез қурап кетеді, сулап қоямын. Сержан ұнайды дейді. Сержан ұрсады ғой маған, помада жақсай деп. Қандай помада дейтін ең? Андай гигиенический. Одан аллергиям бар ма? Жоқ, наоборот, күшті болады. Сен жақсай деп айтпай сата кеп бермейсің? 30 теңге тұрады ғой. 100 теңге ма? Ну ладно, 70 теңге. Соған бол? Жана не дедің? Жама Сержан немене дедің? Сержан ұнайды дейді. Кешірші. Айта берсін. 0065 нөмірмен аяқталады, сол қызың емес пе жүрген? 0060 басқандай деп қойса Сержан. Ал бәрекелді. Енді азаматтық некеге қыздардың көзқарасы қалай екен өздерінің? Азаматтық некені қолдаймын деген бір қызбен сөйлесіп көру керек. Не айтады екен? Альбина, сен за себя айттың ғой? За себя айттым. Жоқ, тұрып жатқандар да бар ғой, мысалы азаматтық некеде. Замира тұрып жатыр бізде. Енді ол уже екіқабат, ол үйленіп тұр ғой. Ол үйленіп қалған. Екіқабат емес, ол өтірік соғады. Қош. Мен байқы сеніп жүрмін ғой. Замига, простительно. Шынымен сеніп. Мен де қайтып баратқан кезде бір нәрсеге жеріп болып Зами сәл болмай жатса, бір ауыз айта ғой деп қойған ғой мен де. Жоқ, мен де сендім. Сен туған күнде мен екіқабатпын дегенде сен. 4 айлық дегенде бірақ ойладым, мынау шыма жоқ. Қарным айлы сен. Закиң шығармайтын жоқ. Енді мысалы жастырым тұратындар да бар ғой азаматтық некеде. Жоқ, тұра берсін, енді әркім сана сезім. Қазір біреуге бір бөледеуге қорып қалдық қой. Альбина дұрыс емес нәрсесін, бұл дұрыс емес қой деп айтқанның өзінде бір дұрыс нәрсесін тауып тұрады ғой олар да по-своему. Бізде Қазақстанда бәрі екі нәрсеге бөлінеді ғой. Дұрыс нәрсе, дұрыс емес нәрсесі болып тұрады. Керемет сүтті де, например, көп ішсең дұрыс емес зиян дейді. Дәріні де көп ішсең зиян. Көп нәрсе, кез келген нәрсені көп істесең зиян ғой негізі. Сондықтан бір рет істеп қою керек. Жоқ, өзіне сенімді қыз болса, мысалы, оған неге тұруға болмайды? Жаңағыдай, бөлді әңгіме пәктіктің темасы болып тұр ма? Иә. Неге соны айтпайсыңдар? Типа, жолатпайым деп па? Жолатпайым, тиіскізмеймін деп па? Жолатпайым дегенде сен барып өзің, тупо өзін тиісе бермейсің ғой, тиіспеш дегеннен кейін. Заставлять етпейсің ғой, дұрыс па? Дұрыс.
мысалға да маған болмайды десе мен значит болмайды деген қағидамен қалам. Онда көрінер енді. Шын айтам. Все нельзя до свадьбы десе, значит сол болу керек. Жоқ, азаматтық некеде тұрмай-ақ та бар ғой адамдар. Бола беретін ба? Иә. Технично жүріп тындырып жүреді. Технично ма? Вайс дейсің. Ондайлар көп қой, әлбин оның қазір қайсысын айта береміз. Бірақ енді Кейбіреу бар азаматтық некеде тұрып, бірақ бір-біріне сөз беріп, жігіт сөз беріп, не қылатындар бар ма? Мен тура сондаймын ғой. Қойшы сержан. Иә, Не білесің? Альбинаны өзі жарып қалды. Қой сержан деді. Мен сөз берем болды сон. Екі рет. Жарайды, қазір. Алло, бұл. Дәнсіз ба, он секунд. Иә. Жандай. Шынымен де бір күмәнданып қалдым ғой сержан. Сенімсіз ба? Көңілді үштіктің әңгімесін дәл қазір біздің көңілді тыңдарманымыз Алматы қаласынан Бұлбұл ханым жалғастырам деп отыр екен. Алло. Алло, Саламатсыз ба? Иә. Мен түбегейлі қарсымын. ойым. Себебі олар екі жақтың да ұлдың да қыздың да жауапкершіліктен қашу деген сөз. Неге олар азаматтық некеге тұрады да уақытша тұрып, біреу сәйкес келді, сәйкес келмеді деп, сәйкес келмесе еш жаққа кетіп қалуы мүмкін ғой. Ал ата-анасына не деп айтады? Мен азаматтық некеде тұрып едім, екеуміздің ойымыз сәйкес келмеді деп. Ата-анасына айтпай тұра берсеш. Ал ортада бала болса қалай болады? Ол баланы да ойлау керек қой. Жоқ. Сержан айтады, балаға айдын бармаймын дейді. Мен сөз берем шын айтам. Бәрі Алланың қолында, бармаймын деген адам білмей қалады. Ол алады да. Қалай бармаймын деген адам. Бас істемейді. Жоқ, мысалға да маған жоқ десе, значит ол жоқ болып қалады. Не жоқ десе? Мен через себя переступать етпеймін, оны заставлять етіп, болмаса қинап деген сияқты. Еркекше етемін. Кім, Роза дедіңіз ба? Бұлбұл. Қиын болады ол. Бұлбұл. Басқа адам ұнап қалды. Мен бұл адам азаматтық неке ғой, ЗАГСте жоқ, қағаз жоқ, ештеңе етпейді деп екі жаққа кете береді ол. Жоқ, Бұлбұл ханым. Азаматтық некеге барар кезде сен де мысалға ойланасың ғой, мысалға осы адам ба, осы адам емес пе деп. Сен жайдан жай барып тұра салмайсың ғой. Значит, сен көңілінен шыққан адаммен ғана барып тұрасың да. Жарайды, барды деп тұрды дейік. Онда да ары қарай қалай болады? Қанша уақыт тұрасыңдар? Ал айтыңызшы. Көреміз, может бір ай тұрамыз, может мен түсінетін шығармын бір айдың ішінде, сол менің адамым екенін. Бір айда адам бір-бірін көріп білу қиын болады ол адам. Керек болса бір ақ аптада біледі ғой адам, білетін. Түсінікті. Бұлбұл ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Уақытымыз шектеулі, әйтпесе осы алдағы 2 сағатта да тілдесіп отыра беруімізге болатын еді. Дәл қазір сұрағым келіп отырғаны, сержан, азаматтық некеде осы өзінің еркіне жауап бере алмайтындарды тұра алмайды деген пікірге қалай қарайсың өзің? Еркіне жауап бере алмайды. Иә. Жоқ деп айтады да яғыл жеретіндер. Қойш деп мақұл дейтіндер. Оған қалай жауап берем дегенде де ше, короче былай ғой. Енді адамның өзіне байланысты ғой, негізі нәпсісін тия ала ма, тия алмай ма деген сияқты әңгіме ғой, в общем. Әр адам арғылай, мен өзім үшін жауап бердім. Ал егер өз-өзіне жауап бере алмайтын адамдар болса, мен ойлаймын ол бір жақтан емес, значит. Значит, екеуінің де қалауы ол. Бауыржан. Мен содан қорқып айтып тұрмаймын деп. Ол как будто бір рет үйленіп тұрғандай ғой. Просто ата-анаң білмей қалған нәрсе де. Ата қатты дұрыс емес тақырып, дұрыс емес нәрсе. Кәдімгі азаматтық неге деген оны ойланатын ештеңе жоқ қой. Кәдімгі бір рет байға тиіп жатқандай, бір рет қатынап жатқандайсың. Болды, просто той істеген жоқсың, әке шешең айтқан жоқсың, технично да. Былай екеуің ғана өмір сүресіңдер, екеуің бірге жүресіңдер, тұрасыңдар, қарайсыңдар. Сосын қашан қош дей бересің. Бірақ мен егер азаматтық некеде тұратын болса, мен міндетті түрде өз отбасымды предупреждать етемін. Ата-анаңды ма? Иә, айтамын, мен тұрып жатырмын деймін. Тұрайын деп жатырмын болмаса деймін. Енді сен мүмкін енді үйленген жігіт болғаннан кейін саған оңай шығар. Мүмкін жоқ, иә, ажырасқаннан кейін мүмкін екінші рет отбаспайын деп тұрған шығар. Аха, иә. Отбаспайын екінші рет деп тұрсың ғой, дұрыс па? Сондай оймен шығар енді. Ажырасқан үшін ғой сол. Ажырасқан болмасам тұрмас едім. Мүмкін. Потому что енді сен 18 жасында үйтіп ойланған жоқсың, ато қазіргі әйеліме бір рет тұрып көретін едім. Жоқ, ажырассам да, ажыраспасам да тұрып көрер едім. Мен мнением қарсы емес. Басында ше, неғып тұрып көрмедім. Қасында деппін ғой. Мен ол кезде жас болдым, ерте үйреніп кеттім ғой. 16 жасымда неке, азаматтық некеде тұрмаймын ғой біреумен. Болмаса 17 жасында. Сен 16 жасында үйлендің ба? Жоқ, вообще айтамын, негізінде кішкентай болдым ғой, өзі азаматтық не екенін білмейтін де шығармын. Ол кезде енді үгірей шығып жатқан кездер ма?
Мен бірақ енді әркімнің ойы әртүрлі ғой. Яғни Бауыржан, сен болашақта қыз саған келіп өзі ұсыныс жасады делік, бірге тұрайық деді, бардың келісім бердің, бірақ өзіңе жауап бермейсің. Мен сұрап жатамын, мен жауап ертең анамның әңгіме болып жүрмесін. Түсінікті. Азаматтық некеге ол жігіт өзіне жауапкершілік алмай отқаны дейді. Бұған қалай қарайсың, Сержан? Альбина, мынандай ой, короче, қанша адам бар, сонша пікір бар да. Менің пікірім осы. Өзіне жауапкершілік ал. Может, мен наоборот өзіме жауапкершілік алып отқан шығармын. Чтобы ертең үйленіп, онымен ажырасып кетпес үшін. Азамат некемізді қиып, болмаса ЗАГСте тұрып, кейін ол қиналып қалмасын деген сияқты. Может, мен соған бұрып атқан шығармын, может. Ал қыздың мінезін сол азаматтық некеге тұрмай-ақ білуге болады ғой, мысалы үй шаруасына да барлығын білуге болады. Болады, Альбина, бәрі болады. Просто менің, может, тактика, может, менің позициям осындай шығар. Мен солай білгім келетін шығар. Мен тұрып көргім келетін шығар. Мынандай бір сұрақ болып тұр қазір Сержанға. Сен қызыңа айтасың ғой, Сержан, азаматтық некеге тұрайық деп. Егер қызың жоқ тұрмаймын десе, сен болды азаматтық некеге тұратын қызды іздеп ана қызын тастап кетесің. Ой, сендер бар ғой. Жоқ, ойың жоқ. Жоқ. Азаматтық некесіз де үйлене аласың ғой, азаматтық некеге тұрмайды. Азаматтық некесіз де үйлене аламын. Тұрмаймын десе, тұрмайды. Тұрамыз десе, мен айтып отқан жоқпын ғой. Мен азаматтық некеде тұрып көріп, потом менде сондай ғана бір шарт бар. Мен тұрып көремін де, содан кейін барып үйленемін деп жатқан жоқпын ғой. Егер тұрамыз десе, екеумізден екі жақтан бір келісім болса, тұрам деп жатырмын. Қарсы емеспін. Былай шарт емес, ол мен прям тұр. Қарсы емес болса, қарсы болса, жарайды, былайық жүре берейік, көреміз дальше больше қалай болады. Көңіліне шығып жатса үйлене бересің. Көңіліне шығып жатса. И саған сол екі варианттың лаж болса азаматтық некеге тұрмай, бірақ достойный болып үйленген тәттірек, Тәттірек болғанда самое главное адамды 100% білу. Мен үшін ең дұрыс. Енді аузы күйген үлеп шет дейді, мүмкін содан кейін шығар Сержан, Ал Бауыржан, үйлену туралы өзің айтып жатсың ғой, жалпы азаматтық некеде тұрмай, былай қанша уақытта үйленуге дайынсың өзің? Негізі октябрьге деп пландаған едік, что-то шли ерте сияқты болып тұр, бірақ келесі жылы құдай қаласа 2020-да железно. Қазан айы шамамен ол 3 айдан кейін ғой, 3 айдан кейін деп ойланғанбыз. 3 айдан кейін. Болмады, таппағанда әлі шешілмей жатыр. Таппағанда жаңа ғана өзің айтып жатсың ғой, қыз бар дедіңіз. Оны алам деген жоқпыз ғой, сөйлесіп жүріп қазір, ұнатып жүрген қыз ғой енді. Былай сөйлесіп, әйтеуір жолығып арасында. Әйтеуір бүйтіп жұмыстар барысында, әйтеуір бүйтіп жүріп жолығып жатқан киноға құдай қаласа енді барамыз. Еш уайымдама. Енді үйленейін деп жатқан адамбыз ғой. Енді көріп жатыр. Бірақ дегенмен келесі 2020 маған потолок. И Сержанға да потолок. Келесі жылы Сержан екеуміз үйленеміз. Мен вообще по идее сентябрь деген еді бұл. Мен октябрь деген. Мен сентябрь деп жүргем. 2 айдан кейін ба? Мен негізі ең басында 2019 сентябрьна дейін қайтсем де үйленуім керекпін дегем. Әлде сол ойдамын, жалпы әлі ойым бұзылған да жоқ. Жаңағы ұнататын қызыңа барып сезім білдіре алмай жүрсің, қалай үйленейін деп жүрсіз, мен түсінбеймін. Сезім, Альбина кеше айттым, ол біледі дедім. Біледі ма? Менде вопрос мынау нәрсе болып тұр ғой, үйленгеннен кейін мен біраз уақыт ауылға тастап кетемін дедім ғой. Вот сол нәрсе сәл көңілден шықпады. Басқа жердің бәрі ұнап тұр. Сәл сол нәрсені пысықтап алу керек болып жатыр. Егер сол нәрсе пысықталса, мен еркекше даже биыл-ақ үйленіп кетемін. Көреміз енді. Жарайды, барлығы уақыт еншісінде дейміз. Уақыт демекші, бізде де уақытымыз келіп қалған екен. 16 сағат 32 минут, яғни дәл қазір кезекті әдеттегідей әнге беріп аламын, ал сол әннен кейін осы бір пікір таласымызды ары қарай жалғастырамыз, достар. Сіздер де атсалысуды ұмытпағайсыздар. 250101 бұл біздің студиямыздың нөмірі, Алматының коды өзгеріссіз 727, немесе WhatsApp желісіне жазып берсеңіздер болады. 877-2501-101. Анжель, можно отыр. Шыққаннан кейін тамаққа да уақыт жоқ екен біз. Ішіп аламыз не болды? Фотосессия. Сержан, сіздің ұлыңыз болашақта дейді, мысалы азаматтық некеде тұрамын десе қарсы болмайсыз ба дейді? Жоқ, қарсы болмаймын. Бара ғой, балам, тұра ғой дейсің. Аха. Ал қызың болса шал болса? Көрем, ойланам. Қызыңа қарсы боласың ма? Ойланам. Өзің бірге барып тұрасың бәлде? Қарсы болады, Сержан, қызына қарсы болады. Бұл өзі пока еркек қой. Бұл нағыз еркек, әкесі жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай деген әңгіме. Қызына қарсы боласың, Сержан, мен өзім өлтіріп қойым сен қызың. Тұрам десе сен шығармам мен. Ұлыңыздың анасы азаматтық некеде тұрып, балаңыз сол кісінің тәрбиесінде болса қарсы болмайсыз ба дейді. Яғни екінші
Әкесі ма не деп айтады, әкесі емес енді. Очень. Короче, сожитель ғой былай айтқанда. Соның тәрбиесінде болса. Мен былай айтып кеткем, мынандай бір әңгіме бар да, сен бақытты болуға лайықсың, және де бақытты болғанды қалаймын. Бірақ менің бір қаламайтын нәрсем, кейін сен тұрмысқа шығып атсаң, сол адамды менің ұлым әке деп айтпасын дегем. Оның бірақ әкесі бар, ол менмін, болды. Ол енді балаға байланысты болып кетеді. Балаға байланысты емес, мамасына да Мамасы байланысты. басында қалай пояснение береді, потом кішкентай ғой. Мен сол үшін кішкентай емес қой, мен сол үшін айттым ғой, айтып отырмын ғой сол үшін. Қандай болса да, жағдай болса да, мен саған бір өтінішім бар, басқа адамды әке деп айтпасын, болды. Оның бірақ әкесі бар, менмін, мені ғана папа деп айту керек, болды. Ондай қазір басталатын шығар қайтадан, иә, сіздердің жағыңыздан. Ондай өмірде көп қой, басқа адамда папа деп кеткен деп. Ондай өмірде көп, бірақ менің случайымда мен просто өтініш білдірдім. Әке деп айтпасын ешкімді, болды. Дұрыс, молодец. Боже. Түсінікті. Енді азаматтық некеге қайта оралатын болсақ, кішкене сәл-сәл Сержанның жеке өміріне кетіп қалдық қой. Мына жақта сұрағаннан кейін айтып отырық, өтірік деп айтпасын, WhatsApp желісіне келген хаттардың барлығын оқып отырғанның дәлелі ғой. Жалпы қазір Бауыржаннан да сұрағым келіп отырған. Өзің мысалы сенімсізсің, иә, өзіңе жаңа жауапкершілікті алмаймын дедің. Ал жалпы жаңа көпшілікпен тұрамыз дедің ғой. Көпшілікпен тұратын едім, жанына біреуді алатын едім деген сияқты. Ал ол жақта қандай кепілдік бар сен? Енді ол жақта кепілдік өте көп қой. Анау бар, үйде адамдар болады, ят болады, пят болады, өз-өзінің басы, кішігірім жұмыс басымен. барады деген сияқты. Жоқ, енді сана сезімге байланысты. Жаңа сен айтқандай ғой, сыртта да үй тұрмай-ақ та нәрде неше түрлі адамдар болып қойып отыр деген сияқты. Ондайдан Құдай сақтасын. Барынша енді артқа тартып, сәл шегініп басыламыз ғой, егер таза не болса, таза қыз болса. Так что кепілдік сәл көбірек та, возможность көбірек қой. Ата негізі бір өмірде шалысып басқаның ол до конца өміріңе шырам болады. Сондықтан да барынша адам көп болған жерде тыныш жүресің ғой. Зима боласың ғой жалпы. Сол кепілді айтыр, адам бар. Адамдар ғана ма? Қызда сәл ят болды деп қойсаңыз, жаңағы Сержан аға отыр ғой деген сияқты. Кухняда кім жүр ғой деген сияқты. Соны. Сержан аға болмай қалсашы. Сержан аға болмай қалса басқасы болады. Не ғой? Басқасы болады. Точно етмін. Там? Точно етмін. Не точно етмін. Точно етмін сені. Мүмкін Замираға хабарласып сұрап көреміз, азаматтық некенің плюстары қандай екен, а? Давай, хабарласшы. Қандай плюстары бар деп. Мен сөйлейінші бірінші? Или сен сөйлейсің ба? Жоқ, сөйлесе берек қазір мен. Плюсын білінген батыр ма? Плюстар. Конечно, андай жеке денсаулығына пайдалы плюстар көп. Рахат, бірақ киімің таза болады, тамағың істеулі болады. Тағы бізде кім азаматтық некеге қарсы емеспін деген кім бар еді? Білмеймін. Қыздардан екінші маусымда кім болып еді? Естіңіз ба? Қыздардан ешкім жоқ бізде. Иляс еді түсінікті ол. Ол Айман. В своих интересах. Айман айтты азаматтық некеге қарсы емес. Алло, Замира. Қазір күте тұршы. Қалаулы әңгіме өз жұмысын жалғастырады. Достар, бүгінгі тақырыбымыз енді азаматтық неке туралы сөз қозғадық. Осы тақырыпта енді тәжірибесі бар кісімен тілдескеніміз жөн шығар, өйткені Бауыржан да, Сержан да ондайды бастан өткерген емес. Ал дәл қазір байланыста бізбен бірге Замира, иә? Сәлем. Замира, сәлем, қалай? Альбина, а что заранее не говоришь, я бы хоть вас включила бы, что ли? Жарайды, ештеңе етпейді, енді бұл тікелей эфир болғаннан кейін барлығы шынайы екенін дәлелі ғой тағы бір мәрте. Қалаулы әңгіме түсінген шығарсың, иә? Біз енді бүгін азаматтық неке туралы тақырып қозғап жатыр едік. Жалпы енді тәжірибесі мол адам ретінде өзіңді таңдадық деп. Азаматтық некенің дұрыс жағын және бұрыс жақтарын айтып бере аласың ба өзің? Қазір басыңнан өтіп жатқан жағдайларды. Енді мен ойлаймын, азаматтық некеде тұрған все-таки жақсы деп. Өйткені мен деген енді тақ қыздарға тұрудың қажеті жоқ. Енді мен сияқты аузы күйіп, опыты көріп, өмірден таяқ жеп, ерте шығып, екінші рет таяқ жеп қалмайын, чтобы на грабли не наступать.
қателікті қайталамас үшін қайта баланы туа бермес үшін әркім сөйтіп мен деген гражданский брак деген өте жақсы зат деп ойлаймын. Мен технично тұра берсем болады еді, бір жігітпен екінші жігітпен кейбіреулер сияқты. Келесі аптада неге Жолдастар жағынан Жеземіз. аха. Мен зато деген білеміз, ол менің характерімді, мен оның характерін, кім қандай кезде кімге не ұнайды, кімге не жақпайды. Вдруг біз деген шынымен үйленіп ақ, сонша ақшаны құртып, тойға құдалықты жасалып, бір айдан кейін үйленіп кетсек, это тоже некрасиво. Сонша шығынды құртып, уже баланы туып қойғаннан кейін не ажырасамай таяқ жеп отыра берем ба? Одан да екінші, Жан, это радио. Это радио, нельзя так разговаривать тут. Ар жағында Алишер жолдасымен азаматтық некедегі жолдасымен деп айтайыншы. Замира, сөйлесе алмай жатсың ба? Жоқ, сөйлесе алып отырмын. Ол просто енді келген ғой, ол түсінбей қалды, мен кімнің подружкасымен балтайды деп ойлап қалдым. Түсінікті. Ал жалпы енді өзің айтып жатсың ғой жаңағындай, бір баламен отырып алып, ертең ажыраса алмай қалам, таяқ жеп жүрем деген сияқты. Мен байқадым әлеуметтік желіден сен өзіңнің азаматтық некедегі жолдасыңмен жиі ұрысыңды салып тұрасың, иә? Иә, мен білесің мінезімді, мен деген үндемей қала алмаймын, білесің. Ұрысып қалған кезде алдында деген мен деген өзіммен өзім какой-то бір ұрысып қалдық бір мелочь үшінші. Иә. Сосын соны деген жынданған кезде, айғайлаған кезде мен оның дауысын көтергеніне шыдамай, мен оған айттым, кетті. Сосын ол да жігіттік несі ұстап қалды, кетсем деп кеткісі келіп қалды да, мен түнде қорқамын деп қорқып, енді күні кешірім сұрап, алып қалдым. Сол маған қызық болып тұр да, осы азаматтық некедегілер ұрысып қалғаннан кейін қалай татуласады бірге деп. Ой, олардың тадын. Несінде деп қасымдай, кәдімгідей мұшына сияқты табысып, жақсы тамақ пісіріп, кешірім сұрап. Барлығы тура ерлі зайыптылар сияқты, тек қана паспортта печать жоқ дейсің ғой. Бізде паспортта жоқ. Зато бұл жерде не да, енді бір-біріңді кәдімгідей тексересің. Енді қанша уақытта тексеру керек? Сен қателеспесем бір жылға дейін тұрып жатсың ғой, деме? Жоқ, 7 ай. 7 ай. Енді декабрьден бастап, мына 7 ай ғой. 7 ай басталды. Енді қаншаға дейін тексеру керек? Мен ойлаймын, енді бір жарым жыл, кейбір 2 жыл. Мен вообще ойлап тұрмын. Я сегодня такое решение приняла. Давай такке отырамыз деп бағана телефон арқылы айтты да. Сосын мен айттым, давай дедім, давай 9 сентябрь 9 күні 2019 жыл деп. Я 2 айдай ғана уақыт қалған екен, көрерміз, уақыт көрсетеді, Замира. Я недавно решила, я еще это, мен саған несіндерге точно уақыт деп айта алмаймын, енді мен осы 1-2 сағат бұрын ғана айтқан әңгіме ол. Түсінікті, жарайды. Барлығы уақыт еншісінде, онда аман болса бол, Алишерге дұғай сәлемізді жеткізесің деген ойдамыз. Енді азаматтық неке тақырыбында сенің ойыңды білдік. Давай. Сау бол. Ал біз эфиріміз ары қарай жалғастырамыз. Міне енді мысал ретінде азаматтық некенің айтқың келіп отыр ма, қарсылығың? Бір риза болғаным, андай қалай айтса болады, пәк қыздар болса тұрмай-ақ қойсын деген да. Бірақ молодец. Уже Замира көрдің бе, сөздің астарында там арында не жатқанын, осы азаматтық некеде не қорқыныш барын жеткізіп қойды. Пәк болса тұрмаған дұрыс. Ал енді аузы күйген болса тұрғаны өте дұрыс. Біледі, білмейді деген сияқты. Қалай, ойыңыздағыдай ақтап шықты ма, Замира ханым? Енді ана жағы ұнаған жоқ, шыны керек. Қай жағы? Пәк болсын, анау болсын, мынау болсын дегенше. Маған сонысы ұнаған жоқ. Қалған бәрі нормально. Дәл қазір Ретрофм Қазақстан әуе толқында, достар, кезек әдеттегідей шағын жарнамада тыңдап алайық. Жарнамадан кейін Джо Дассен және де біздің әңгімеміз жалғасын табатын болады. Бірге болыңыздар. Сонымен сол несі ұнамады дейсің бе жаңа? Жоқ, пәк қыздар деген айтып отырмын да. Пәк қыздарда мысалы тұра берсең де болады ғой. Жаңа айттық қой. Өзің допускать етпесең болды, самое главное. Жоқ деді ме? Жоқ. Допускать етпеу керек, пропускать етпеу керек та. Просто мен Альбина категорияға бөлінгенін ұнатпаймын. Кеше де айта кеттім ғой. Пәк қыз, пәк емес қыз, болмаса ажырасқан, ажыраспаған деген сияқты. Мен бөлінгенмейді. Мен натурам сондай. Екеуі екі түрлі әңгіме осы жаман. Екеуі екі түрлі болғанда, бөтен мен айтып отырмын ғой, мен категорияға бөлінгім келмейді деймін. Айжамал, қазір бір мен. Қандай? Мен категорияға бөлінгім келмейді деймін. Категорияға бөлінгісі келмейді. Ажырасқан, ажыраспаған, пәк қыз, не пәк қыз. Ең басты адам болса болды. Иә, дұрыс қой. Жарқын ошақ жайғанайын ниетіңе. Енді өмір болғанның бәрі болып тұрады. Білмеймін, әрінің өзі ой бар, қор адамның ойы бар.
Құдай қаласа азамат неге тұрмай-ақ үйленейікші. Сен анда кімді алатын болдың? Бердіханы болар. Назымды ма? Шай батсын. Жоқ, Назымды емес деп қойсам. Шымкенттен қыз әперем атасын әрі Сержанға. Шымкенттен бір жақсы бір қыз әперем. Ана ұнатып жүрген қыз сол Шымкенттік сияқты ғой енді. Сен Назымден Шымкенттен екеуін біреуін таңдақайсың. Екеуі де тап қойсын. Алло, есіңіз кім? Тарнасанда. Есіңіз кім? Сонымен Азаматтық неке. сен сонымен тұратын болдың ба? Сен жаңағыны айттың ғой. Енді. Кейін өкін қалмасаң тұрамын деп айттың. Қасыма сені алып аламын ба Сержан, мен тастамаймын. Мен сенімен тұрғым келмей шығайын. Димаш бар ғой. Қарсысыз, иә? Сонда мен Димаш бар ғой менің қасымда. Димашпен тұра бер, онда мен не үшін тұрамын? Вот, сен тұрма онда. Тұрмаймын. Сен қызыңмен тұратын болсаң мен тұрмаймын ол жерде қуасың Сен ақылдысың онда. Екі жастың ортасына есі кеткен түседі деген әңгіме. Мен енді түсінемін сені деп оған. Оңай емес саған да. Қанша уже. Сен не yappa деп. Мен саған ештеңе деген жоқпын. Қоқаншылық көрсетеді. Ұрсып қаласың Сержан. Жаңа Достарың арасында қазір азаматтық неге тұрып жатқандар бар ма? Менің достарым арасында ма? Володя бар ғой деп қуасың. Володя. Тұрған. Тұрған қазір Құдайға шүкір 3 балалары бар. Йо. Бірінші азаматтық некеде тұрып, сосын барып. Тұрды, 1 жыл тұрды. Одан кейін үйленді. Қазір шын айтамынша, достарым арасында, класстастарым арасында сол екеуі үлгі шығар деп ойлаймын. Шынымен үлгі ретінде көреміз. Анандайда екеуі бір-бірін сполуслово түсінеді. Публикада ұрыспайды. Мен білмеймін, үйге барып ұрса ма или публикада. Бірақ мен вообще шынымен осы 5 жыл болды ма почти оларға вообще ұрысқандарын көрген жоқпын. Шынымен екеуінің бір-бірінің сөйлегені жан болды, басқа артық сөз жоқ. Үйге барғанда деп. Жоқ, үйге барғанда мен ойламаймын ондай болады деп. Мен негізі Атау адамдар енді наигранность жасамайтын шығар деп ойлаймын. Адамдардан байқайсың ғой жалпы өтірік істеп тұр ма, шын істеп тұр ма? Мен қыздарға вообще грубый болатын баяғыда ше. Қазір нежный болғым келіп жүр ше. Бола алмай жүр. Болады ғой нежный болған қазір сосын. Радио басталып кетті. Жоқ, әлі басталған жоқ. Грубый болатын, ұрса беретін, көпшілік көзінше қандай тез ашуланамын ғой мен. Кәдімгі басың істей ма деп сияқты. Қазір енді андай болғым келіп жүр да. Болады бір күшті болып киноға барып, тамақтанып, бір-біріне жан деп сөйлейтін. Менде наоборот. Мен баяғыда жұмсақтау болатын. Қыздарға ше, шамалы жұмсақтау болатын. Қазір дада нет қой конкретно болды. Мен де енді қыздың көңілінен шығу деген. Қыздардың жылайтыны менің көңілімнен шықса екен. Құлағыңа алтын сырға сен бір айтқанда істе. Мынандай да дальше нормально ма, нормально емес па деген сияқты сразу айтам, прямой адаммын қазір дегенім ғой. Ол мінезім өзгерген емес, просто шамалы может өмірден бір сабақ алғаным шығар. Жоқ, ана кімге кетті ғой, азаматтық некеге барып болар ғой, да, не тұрасың ба тұрмай. Сондай ма? Бірақ мен өзім жоқ па, онда жоға ма? Жоқ па, значит жоқ, тиіспе деп қой. Жоқ, азаматтық некеге тұрасың ба? Жүр онда тұр қазір. Қазір квартира аламыз. Сен оның кейін квартирасын төлейсің, тамағын төлейсің, киім әпер. Это сложно, брат. Тамағын алып бересің, киімін алып бересің. Енді бірге тұрып жатқаннан кейін бәрін бірге. Ол мысалға азаматтық. Мне кажется, наоборот, азаматтық некеде қыз өзін өзі обеспечить ететін сияқты. Мне кажется, касса орталық бұл. Жоқ. Азаматтық некеде ма? Азаматтық некеде емес, вообще өмірде де. Жаңа Замирадан сұрау керек еді. Сен жұмыс істемейді ғой, күйеуің алып бере ма? Күйеуі алып береді. Касса ортада болу керек деп ойлаймын. Дез касса ортада болады. Ол семейный жизньге дайындаласыңдар ғой сендер. Иә. Сендер қайтып істейсіңдер жалпы. Касса жағын қайтесіңдер. Бірақ енді кейбір жерде қыздар асырап жатады, кейбір жерде ол асырап жатады. Кейбір кезде екеуі де жұмыс істеп, андай жаңағыдай екеуі ақшаларын ортаға істеп, давай маған болашақта үй алайық, бүйтейік, сөйтейік деп те бақытты болып кетіп жатқандар бар шығар енді, оған әңгімесі жоқ. Походу бүйту керек сияқты. Сразу бүйтіп кассаға бір жилстрой банкқа ма үй жинап қою керек сияқты, 1-2 миллион да. Азамат некеде ұрысқа ажырасайын десең де хотя бы үй бар да аяқта. Соған бол ажыраспайсың. Мен сенімен ажыраспаймын, біздің ортақ үйіміз бар дейсің бе? Жилстрой жинаған ақшам бер. Болмаса сен кухня менікі, зал сенікі деген сияқты. Лучше спокойно ата-енемен тұрып, күйеуін күте тұру керек, күйеуі бәрі жұмыстарды еттеп бар, Алматыға алып кетеді. Ал Сержан, сен бір жақын досың делік, иә? Сенен келіп азаматтық некеде тұруға қорқам, тұрайын ба, тұрмайын ба деп ойланып келіп сұраса сен. Мен ешкім насихаттамаймын. Ешкім насихаттамаймын? Жоқ.
Бута сенчи. Қуасың ба деймін айтамын. Не аласың бауырым, қой берсейші. Бізде қазір пікір Ол ят болады, қой не аласың. Керек жоқ, басқаша варианттармен көре сал. Сонда түнде ұйықтап болып тұрған мен ашы қалған кезде күніге хабарласа бересің ғой. Ол егер сен екеуің екі шетте жұмыс істейтін болсаң, келіп түнде ұйықтау, екеуің тірліктерің екітүрлі болса түнде ұйықтау, сол үшін не аласың. Бөлек-бөлек ұйықтай беріңдер. Таң әлеттің баласы тыныш жүрсе деп алсам. Қазір. Сонымен достар, қалаулы әңгіме алғашқы сағатын ары қарай жалғастырады және де алғашқы сағатымыздың аяқталуына небәрі 11 минут уақыт қана қалған екен. Уақыт тез өте жылдам өтуде. Мүмкін бүгінгі тақырыбымыздың қызықты болуынан шығар, иә жігіттер, солай ма? Мүмкін. Мүмкін дейсің ба? Бәрі мүмкін ба? Тақырып от болып тұр, тақырып қайнап тұр. Жалпы дәл осындай тақырыптардың осылайша радиода болсын, телеарналарда болсын көтеріліп тұрған қаншақты дұрыс деп ойлайсың өзің, Бауыржан? Қаншалықты дұрыс дейсің ба? Иә. Осындай тема ма? Енді смотри, балапан бағдарламасында көтерілген дұрыс емес шығар. Ал былай қоғамда сәл көтеріліп, ауыз күйгендер келсе, ауыз күймегендер келсе, кішігірім халықтың арасында әңгіме болып, не бұрыс, не дұрыс екенін ажырата білген дұрыс. Бірақ қандай жерде не көтерілсе де, қандай тақырып көтерілсе де, соның кодасы болып, жүргізуші шақырған кезде, міне, мысалы азаматтың неке бір бағдарламада көтерілді. Азаматтың екі тарап айтылды, біреу бұрыс деді, біреу дұрыс деді. Екеуі екі жақ тағайын етті, біреу тұрып көргендер, тұрып көрмеген әңгімесін айтылды, және де сол тележүргізуші сол бағдарламаның кодасында аяқ жағында точкасы болу керек та. Енді тұрғанда дұрыс, тұрмағанда дұрыс. Жалпы әркімнің өз ойы бар, ағайын. Сау саламат болыңыздар демей. Тұрған дұрыс емес деген тақырып, тұрған дұрыс емес, значит тұрмаңыздар деп айтса екен. Или тұрған дұрыс болса, тұрған дұрыс деп айтса екен. Әлбетте анандай ғой, кодасы, нүктесі болса екен да. Әркімнің өз ойы бар, тұрғанда дұрыс, тұрмағанда дұрыс емес деп бағдарламаны бітіре салмай. Тұрмаған дұрыс, тұрмаңыздар деп бітіру керек та. Или тұрған дұрыс, тұрыңыздар деп бітіру керек. Шақырған бағдарламаның кодасы болса. Бірақ қандай бағдарламада болсын, бұндай егер тақырып көтерілетін болса, азаматтық некеде тұру деген позиция жеңіледі ғой, по-любому. Көп адам тұрмау дегенді қолдайды. Мен ойымша. Өйткені бұндай тақырып көпте қозғалды да ғой бізде. Мысалға 25 қатысушының бір 5-еуі ғана қолдайтын шығар мысалға. Ол уже 20 адамға қарсы болып тұр да. Ол уже отылып тұр ғой автоматом, дұрыс па? Сол сияқты да бағдарламада, қандай бағдарламада да көтерілсе де, азаматтық некеде тұру деген адам отылады по-любому. Кода болса. Дегенмен адамның өзінің пікірі бар, мен өз пікірімді өзгертпеймін деген. Менен дәл қазір айтқым келіп отырғаны, шынымен де журналистер, тілші, осы редакторлық құрам барлығы, ол біз бейтараппыз ғой. Өйткені қоғамда қандай пікір бар екен, айнасымыз былайша айтқанда, мынау бар дегенде, міне мына осындай ұстаныммен жүретін адамдар сияқты, бірақ біреуге өзгертуге немесе бір үгіттеп насихаттап, мына кісі мынандай екен деп те айта алмаймыз. Ерік әрқашанда халықтың өзінде қалу керек. Біз жай ғана мысал ретінде көрсетіп беруіміз керек. Бүгін эфирге шығып отырған өзінде де сержант сияқты жандар да бар, осындай пікірдегі. Сен сияқты пікірде, мен сияқты пікірде жандар бар. Сондықтан да әрқашанда таңдауды сол тыңдарман мен көрерменнің артында қалдырамыз. Ал енді дәл қазір біз заначка ойынына кезек берейік, иә? Давай. Бауыржанның давай дегені қалай күшті кетті. Заначка. Сонымен достар, біздің эфиріміздің енді қағидасы бойынша әдеттегідей заначка ойынында жасырылған біздің кешегі техникамызды айтып берсе, тыңдарманымыз Орал қаласынан хабарласып отыр екен. Эльмира есімді. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Оралда қуаныштымыз. Күн райы қалай? Күн райы да тамаша, бүгінгі көңіл күйім де тамаша. Кешегі эфирімізді тыңдаған шығарсыз? Я кешегі эфирді тыңдадым. Бәрекелді. Кеше онда біз не жасырдық? Ноутбуктың сумкасы болды. Иә, ноутбукқа арналған сумка жасырған болатынбыз. Қайда жасырдық? Сол қалаулым студиясының асханасында да. Ретро FM студиясында ма? Ретро FM студиясында, я. Сіздің соңғы әрі нақты жауабыңыз? Асханасында. Деп ойлайсыз, иә? Деп ойлаймын, я. Бәрекелді, оны тыңдап көрелік. Мен ноутбукқа арналған сумканы студияның асханасында жасырдым. Бәрекелді!
Құттықтаймын. молодец, Эльмира. Шын жүректен құттықтаймын, Эльмира, сіз де ұтып алдыңыз дейміз. Біздің демеушілер тарапынан 10 мың теңгелік сертификат, оны барып, қалаған тауарыңызға ауыстырып ала аласыз. Сонымен бізде жасыруымыз керек. Бізде прототипті колонка бар, құлаққап бар, және де смарт сағаты бар дегендей, миксер бар, фен бар. Қайсын жасырасыз? Фен қайда жасырасыз? Сержанның сумкасының қалтасына. Онда қалай сумканың қалтасында? Фенді сержанның сумкасында жасырам деп айтсаңыз? Фенді сержанның сумкасында жасырамын. Путамен сержан. Бәрекелді, жауабыңыз қабылданды. Эльмира ханым, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір сыйлығыңызды қалай алу керек екенін түсіндіретін боламын. Жақсы ғой? Күте тұрыңыз. Сонымен дәл қазір біздің әлеуметтік желіде жаңағы айттық қой, о бастан сұрақ жауап алмасу мақсатында сұраған едік. 88% жоқ деп қарсылық танса, 12% азаматтық некеге қарсы емес екен. Яғни жаңағын айтылған біздің пікіріміз, яғни ол кісілер де енді таңда өзінде ғой, әркімге басына жоқ, әркімге би бола алмайсың, әркімнің өз басы бар деген сияқты. Сондықтан да таңдау әрқашанда өздеріңізде, достар. Сонымен алғашқы сағатымыздың нәтижесі осындай болды. Тағы да қайталап өтем, 88% қарсылық танытуда. Енді мен қыз баласы болғаннан кейін әрине автоматты түрде, және бұрын соңды енді тұрмыста болмағаннан кейін, ол жақта тәжірибем болмағаннан кейін автоматты түрде қарсылығымды айтам. Өйткені сержант тисе алмай отыр, кешеден бері 2 күн болды, байқаған шығарсыздар деп. Және де күт биыл шығам. Сержан, бұта досың тегін жүргізем деді ғой, енді алыс емес сияқты, дайындала бер, өзің айттың деп. Сонымен қорытындылаймыз осы сағатты. Бізбен бірге болған әрқайсыңызға мың алғыс, ауыз кетіп жүрмеңіздер, өйткені бізде екінші сағатта бұдан да қызықты тақырып күтуде. Және де екінші сағатымызда да енді бұл тақырыпта атсалысатын жігіттер Бауыржан мен Сержан деп қояйық. Сонымен дәл қазір шағын жарнама, және де келесі сағатта қайта қауышамыз. Бірге болыңыздар, достар, ауысып, алыстап кетіп жүрмеңіздер. Кеше менің жарнамамнан кейін сразу алатындар пайда болды. Рахмет. Кеше тегін тойын басқарып болмады. Бірақ тегін дегенде сататын жақтар бар, бензинге. Сен оны айтпа енді. Альбина өзі біледі. Берер бір 200 мың теңгесін. Сонымен сөйтіп ұтылып қалдым мен, я? Это очень печально. Ты проиграл, брат. Ұтылып қалғанда мен өз-өзін ұтылып қалдым деп санамаймын. Бұл менің өзім жеке позициям. Жаңа да айта кеттім ғой, Альбина, мен ешкім насихаттамаймын. Бұл менің жеке өзімнің пікірім. Және де ол қарсы, мен ондай нәрсеге қарсымын деп келетін адамдарға да мен бүйтіп негативпен қарсы шықпаймын. Өзінің мнениесі ол. Городской номер жазыласыз ба? 272-33-50. Ага. 33-50. Сізде алматы бар, бір уақыт жоламайды өзіңіз келесіз ба? Кеше білесің ғой? Қалай істеймін? Өзіңіз келесіз ба? Бізде студияда телефонмен алматы. Қоныр. Республика алаңын телефон алып кететін адамның телефонын беріп, журналистер келмесе өзі ала алмайды. Сен бүгіннен бастап Бауыржан емес. Иә? Жоқ, оралғалар. Сен кантазаврсың. Кантазавр? Не ол? Кішкентай динозаврлар. Соның қойын ба? Иә. Кантазавр. Ешек болса ешек табазар ма, қалай? Жоқ. Мен сені ешаққа санамаймын неге да? Айтқа ма? А? Жылқыға ма? Жылқы. Ақыл теке? Мұстан. Енді анау зөгің басқа ұқсап кетті. Не деген? Оның бәрі ерінде, бірақ қайтсам болды. Кеше қызық болды. Жалпы біздің оқырмандарымызға, көрермендеріміз бәріне жалын сәлем, бізбен болыңыздар. Не деп аттық, кешім өтемін да жаңағы жеңімпазымыз ғой, мынандай сертификат ұтып алған, соны сөйлесіп жатырмын да мен. Орал қаласынан қалай алатынын айтып жатқам. Не туралы айттың, Сержан, не дедің маған? Жоқ, жаңағы азаматтық неке туралы дейді. Мен ұтылып қалдым, сен 88% жоқ деп айтты, 12% иә деп айтты деп атсың ғой. Мен ешкімді насихаттамаймын азаматтық некеге тұруға. Мен жеке өзімнің пікірім.
және де қарсы болатын адамдарға да мен негативпен қарсы шықпаймын. Өз білет. Өзі білет. Өзінің басы бар адамның. Неге сен жеткіз дұрыс екенің бауырым? Сен өзің өмірде орның болу керек, бауырым. Өмірде орын тапқан кейін айтып отырмын. Сөзім бөлмеш. Жарайды, біз сөйлей береміз. Ерік әрқашанда өздеріңізде, достар, таңдауда өздеріңізде. Енді қыз өзі тұрғысы келіп жатса, әке шешесі рұқсат беріп жатса, біз неге біреудің әке шешесі үшін бас қатырып шешім қабылдаймыз? Дұрыс қой. Әркімді тәрбиелейтін өз уақыты бар, орны бар, ата-анасы бар, апа-атасы бар деген сияқты. Ондай азаматтық некенің шешесі. Бірақ ең бастысы, мен ойлаймын да, кез келген мейлі қыз болсын, мейлі жігіт болсын, ең бірінші анасына жанары жасқа толмайтындай болу керек, ал әкесі намыстанбайтындай болу керек деп ойлаймын да. Соны ойласа, ешқашанда шалыс баспайды. Онда азаматтық некеге квартираға камера қойып қою. Ата-анасы қарап отыру керек. Рас? Азамат некеге квартира қойып бер, и телефонға программа установить етеді, әке шешесі қарап отыр. Әке шешесі сол енді күні бойы соны аңдап отыр. Аңдап отырсын. Хотя бы түнде аңдысын. Ұйықтап жатқан қарай ма? Қарасын, қалай ұйықтайды? Бұтя істейтін адамша. Камераға да, чичкаңдырын, любой нәрсеге қарамай істей береді. Нені? Істейтін нәрсе. Не істейді сонда? Түсініп тұрсың ғой, бала емессің ғой? Азамат некеден не істейді сонда? Істегісі келетін адам деймін. Нені? Не істегісі келсе де. Жалпы ма? Иә. Істей берсін енді, камерада әке шешесі көріп отырсын. Мен саған айтып отырмын, камерадан тыс деп жатырмын. Бұрышқа барасың, камера көрінбейді ғой. Махаббат, бұрышқа тақабап деген мақал осыдан шыққан ба? Қойсайшы болды. Сендер қарағым айналайын. Сендердің бұл әрекеттерің мүлде дұрыс емес. Шақанайма киностудиясы. Жүрегімде қап қойған әй жаным. Қазір сағат айтып не? Айтып. Ашпа қызым, біз күтеміз. Бұтя мынандай сұрақ онда саған. Кеш жарық достар, еліміздің басты қалаларында сағат 5 қалаулы әңгіме 2 сағаттық жұмысын бастады. Бізбен бірге болыңыздар, қызық өте көп. Сөз айтып. Екеуін қол күрестіріңдер. Мен сол қолмен сержанды алып қоям да, оң қолмен беріп қоям. Қайсы, давайте көрейік. Оң қолмен беріп қоям, сол қолмен алып қоям. Давайте. Көріспедіңдер? Көргенбіз, солмен ұтылады. Бір, екі, бір, екі, үш. Енді сол қолмен. Солмен алып қоям, сержан. Сол қайсын ба? Жоқ, сол қолда сәл күш көп, сержан солдан ұтылады бастан. Бір, екі, үш. Иығына дейін ауырып жүрдің ғой. Стол дұрыс емес. Сенің сол қол қанатыңда слаб екен. Тоқсай, қол күрестірмеген ба, мен қол күрестіре алмаймын ба? Бәрде позор бұл, екі қолмен ұтылмайын деп, сержан сол қолдан ұтылады маған деп айтып жатырмын ба? Ой, түсінбейді. Сол қолмен постоянно ұтылады сержан. Жаңа басқаша оқып қалды. Иә, мен тоқта. Давай. Ойбай-ай. Берсей сержан. Намектап жатырмын ғой. Мен оң қолмен ұтыламын, сол қолмен алып қоямын сержанды. Түсінбей қалдым сен. Аңқал қоян сержан. Мен қараш. Намектап жатырмын. Оң қолмен ұтыламын. Түсінбейді. Сержанға тіке айтуым керек. Кездесімін. Қазір сұрайыншы, мен алдында айтпақшы, Азизбен кім тоже қол күрестірген, сол кезде Азиз ұтылып қалған айтпақшы. Өтірік деп айтты да, сосын солай мүмкін бір-біріңді алдап отырған шығарсыңдар деп па. Менің әр келген қатысушыға сұрағым бар. Кім ұнамайды, кім жақтырмайсың деген сияқты сұрақтар. Бауыржан, сенен кім ұнамайды? Қаяқта? Қалауымда 2 маусымда көрдің ғой сен, алғашында үміткер болдың, екіншісінде отырдың 1 жыл бойы. Особо прям раздражение жоқ, но бар ғой енді сәлсе ұнамайтын әрекеттер деп айтайын, әрқайсының. Оның әрекеті мысалы сәлсе ұнамайтын, өзіне айтатын, бірақ түсінетін. Альмира кейде ұнамай қалатынбыз, бірақ сразу өзіне барып айтатын. Тағым бар. Мен ұнамайтын раздраженный адамдар жоқ, бірақ бір-екі әрекеттері болмаса, мысалы Альмира екеуміз доспыз ғой енді, ұнамайтынбыз, сразу бетімізге басып айтып, реттеп ұнайтын деп қоятынбыз. Көп сөйлеп ұрсып кетсе, кейде қатты пікір айтып жерсе адам баласына, бірақ Амикоштың всегда несі болатын, өзінің айтары болатын. Мен бүйтіп айттым, сөйтіп айттым деп. Сержан ұнамайды иногда. Несі ұнамайды? Досың ғой? Мен тыңдамаған кезде ұнамайды.
Сондай ма? Сондай. Аха. Бекен ағаның әрекеттері ұнамайтын айтатын, бірақ өзіне. Сержан саған кім ұнамайды? Мен жұмсасам ұнамайды. Ұрады. Мен қалай айтсам болады? Бутя ұнамайды деп айтпаймын. Бутя маған бауырым, бұл не істесе де маған ұнайды. Бүкіл направлениеде. Жалпы мен бөлмеймін сосын. Осы сөзді жаттап не істесе де ұнатады мен. Бауырым ғой мен. Сосын жоқ, ұнамайды деп айта алмаймын. айта аласың ба? Айта аламын. Қылықтары ұнамайтын. Иә. Мысалы, Ильяс ұнамайды. Қылықтары. Ұнамайды. Қылықтары. Бұлай негізі өмірде нормальный жігіт. Бірақ білмеймін, өзінің бір ерсіз қылықтары болады да, өзінің. Кешеде мен айтып отырмын ғой, Альбина. Кешеде айтып отырмын мысалға. Сен де айтып отырсың ғой, шапан киіп, бір пәле шірбәле деп ше? Еркек жігіттеріміз деп. Мысалға, маған сол әрекет қатты жоқ. Бір Инстаграмда суретін көрдім, шапан киіп, мына ішінде ештеңке жоқ, үстінде шапан, мойнында цепочка да. Мысалы, маған сол әрекеті қатты ұнаған жоқ. Айтасайшы. Жанна 35 ханым микрофоннан тыс сөйлегіңізде жаман нервім шығады. Мен бүйтіп ешкім ұнамайды деген әңгіме жоқ. Біз Сержан екеумізде де ешкім ұнамайды емес, біз бәрімен доспыз, просто жаңағыдай қылықтары болып қалатын. Кейбір қылықтары деп жатырмын. Былай конкретно негатив, мен оны жек көремін, ұнамайды маған, өмір араласамаймын деген адам жоқ. Просто кейбір қылықтары болады ғой. Бізді жақтырмайтын адам болды ма? Жоқ, екеуінде айтқан жоқ. Азизді айтты көбісі. Азиз ұнай ма? Иә, брат қой, бауырымыз ғой. Конечно, ұнайды. Айтпақшы, Сержан шыққан кезде Азиз жылады ғой, Иә. Жылап жүрді. 200. Сонымен достар, міне көзді ашып жұмғанша екінші сағатымызда басталып кеткен екен. Бүгін өте қызықты тақырыптар болуда. Енді бір жағынан ауыр деп та айта алмаймын енді. Бір жағынан салмақты тақырып қой былайша айтқанда. Иә, сөзің шыны керек, өйткені жастардың арасында дәл қазір белең алып бара жатқан тақырыптардың бірі. Сондықтан да шешім әрқашанда өз еркіңізде деп айтайықшы. Жаңа кадр сыртында да айтып жатырмыз ғой біз. Мында екі жігітпен мен қосылып айтып жатырмыз. Ертең болашақта анаңыздың жанары жасқа толмайтындай, әкеңіз сіздің намыстанбайтындай болу керек та. Сол кезде сіз енді шалыс баспайтыныңызға біз сенімдіміз. Сонымен екінші сағатты бастайық. Жігіттер, көңіл күйлерің қалай? Жалпы? Жақсы, Жақсы ма? керемет. Ұйқыларың келіп, немесе қызықсыз болып бара жатқан жоқ па? Жоқ, ұйқы қанды бүгін. Ұйқы қанды дейді. Бүгін плотно ұйықтадық. Қаншаға дейін ұйықтадыңдар? Түнгі сағат 2-де жаттық та жаңа 2:30-да ояндық. Ойба, 12 сағат ұйықтағансыздар ма сонда? Алдында қанша Енді қанша болды? Бір ай ма? Почти ұйқымыз қалмай жүр. Түсінікті. Енді екінші сағатта тағы бір тақырыпты айтсам деп отырмын. Жалпы Сержан енді әдеттегідей ренжіп қалып жүрмей, өзіңе қабылдап алып дегендей, бақытты отбасының құпиясы сыры неде деген сұрақ қойғым келіп отыр енді. Сержан қабылдамайды. Бақытты отбасының сыры, құпиясы бір-бірін түсінуде, взаимопонимание біріншіден, мен ойымша. Бір-бірін түсінген адам, ол мен ойлаймын, бір арасында бір проблема болмайды деп. Және де ең бірінші орынға қоятын ол екі жақтың ата-анасымен арақатынасы. Арақатынасы. Ол көп нәрсе. Біреулер айтады, ол бөлек отбасы, және де ол әке-шешеге қатысы жоқ деп айтады. Қатысы бар әке-шешеге. Мысалға, если менің әке-шешеме бір недовольство білдіріп жатса, мен бәрі жақсы, күшті деп, бақыттымын мен деп жүре бермеймін, дұрыс па? Менің әке-шешеме қарсы бірдеңке білдіріп жатса, мен әлбетте недовольный боламын. Және де өз позициямды айтамын. Или менің, например, ол менің ата-анаммен жақсы араласып, болмаса оныкімен, қоя берші сенің ата-анаң десем, оның да көзқарасы маған өзгереді. Сондай нәрсе ғой. Және де по-любому неге де байланысты ол, финансовый жағына да. Қаржылай ма? Қаржылай, оған да байланысты ол. Көптен 1%. Мынандай тақырып қой, мен енді бір ұзақ айта кетсейінші, сосын маған беріңіздерші бір ойын. Айта ғой. Бақытты отбасы қақтан көрем. Бауыржан, сен өзің отбасы болып көрмегеннен кейін отта берме деген сұраққа сразу жауап беріп келейін. Неге отбасы болып көрмедім? Менің отбасым бар, әке-шешем бар, қарындастарым бар, апамыз бар. Соған қарап мысал айтып көрейін, және өзім пікірім қоса кетейін. Бақытты отбасы ол ең бірінші полноценный, бәрі түгел отбасы деп ойлаймын. Ең бірінші. Және де полноценный болмаса бақытсыз деген сөз емес. Негіз айтамын. Нағыз бақытты семья, төрт көздері түгел, бәрін дені сау, аман есен болса, бірінші очерт. Екінші очертта жаңағыдай, мысалы, ата-аналардың араласуына мен кеше де айта кеттім, негізі ажыраса кім себеп болады десе, ата-ана деп бұл сетке соған сияқты. Сол ата-аналарда сәл ықтарына жығылса, себебі өрді төрт кісі, төрт түрлі талғам, төрт түрлі ойда, төрт түрлі мінез құлықтары бар, и мына жерде ортада екі бала.
ол екі бала алып ата-анасына қарап жаутаңдамау керек. Ата-аналар сәл де болса жеке жасқа қарап жаутаңдаса, солардың көңілдері үшін ана құдағидың бір алтын дұрыс бермей қалды, мен оны анаған сырға таққаны бізге тақпады деген майда пашақтардың өзі үлкен нәрсеге мәселеге жеткізуі мүмкін. Одан кейін және де негізі отбасыда қыздар, балдар, қыз сәл ығына жығылу керек та. Қыз сәл төмен болу керек. Қыз сәл берекені сақтауға тырысу керек. Әйел енді сырыңды соған ашасың, сөліңді содан басасың деп айтады ғой. Еркектің күні әйелмен, әйелдер мәңгі жасасын деп. Әйелдер сәл де болса да ығына сынып, күйеуін айтқанынан шықпаса болды. Күйеуі оған қантты, тұзды қант десе, значит сондай болу керек та. Сағат 5 болса, күйеуі 4 деп айтса, значит 4 боласың. Ештеңесі кетпейді, оның ештеңесі тұз қалмайды. Бұйда айналып келіп қайттан қыздарды кінәлап отыр ғой. Қыздар кінәлап жатқан жоқпын. Бақытты отбасыны көбінесе еркекке байланысты емес, әйелдер байланысты. Сол әйелдер бақытты отбасын істейді. Қолыңды туып берсе, әйелің көңілінен шығып тұрса, үйіңе келген кезде мамаң түріңе қарап, балам, Аллаға шүкір осындай келін менде ғана бар деп айтса, шіркін не деген? Бұндай келін менде ғана бар десе, әйелің тұрып, біздің мама қарашы күшті көмектесті, мынандай нәрсе істедік, мынаны бүйттік десе, аршетіне күнделігін әкеп балаң келіп, папа мен бүгін 3-5 алдым десе, сен мына жақтан әжептәуір ақша әкеп, бәріңе жеткілікті, жаным саған сыйлық десең, мен сондай бір романтический отбасы елестетемін, Құдай сондай берсе екен. Әмин. Ал сол үшін кішігірім басында кез келген нәрсе тәтті болу үшін обязательно басы қатты болады. Жаңғақты мысалы тәтті зат қой, бірақ енді жаңғақты тәттісін жеу үшін бірінші қаттысын қағып жарып аласың. Сосын барып тәттісін алып жейсің. Сол сияқты кішігірім қаттыға да түсініспеушілікпен қарап, 2 жыл болсын, 1 жыл болсын үйде отырып күтпеңізді күтіп, бәрі дұрыс болса, онда мен уәде беремін, что менің әйелім әлемдегі ең бақытжан болады. Түсінікті, мен байқағаным, Бауыржан, сен үнемі осы жігіттерді қорғап жүресің, қолпаштап жүресің да, айналып кеп нәзік жанларға тіреп қоясың. Ал жігіттердің арасында соны барын бағаламайтындар да бар ғой. Оларды қайтесің ал? Барын бағаламайтындарды? Бар ондай. Барын бағаламайтын болып жатса, онда әйел басқаша подход істесін, бағалатқызсын. Түбі әйелдер істесін. Әңгімен бәрі. Ондай тақырыпты онда еркек емес та, ол ез да, онда кеңкелес та ол. Ондай сондай еркек болса, онда ол тупой да. Оның қадірін түсінбей ма, онда сорлатып жерсін онда еркекті. Қадіріне жете алмайды, тармағын тістеп, итшелеп кетсін онда. Түсінікті. Мен қадірін түсінетін еркек туралы айтып отырмын. Дәл қазір Глория Гейнердің керемет әнін тыңдауға шақырам, достар. Ал сол әннен кейін осы бір пікір таласымыздар қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, қатарымызға қосылып отырыңыздар дейміз. Жалпы сенде ол қайдан келген ой дегім келеді, осы барлығы нәзік жанларға байланысты деп. Енді мен өзім қайдан түйдің жалпы? Қызбен жүрген ой, например, да. Мысалы, қашан келесің деген бірінші звонок, қайдасың деген бірінші звонок, неге маған көңіл көп бөлмей жатсың деген бірінші звоноктар. Қақта жүрсің, обязательно жұмыс істеп жатырмын. Кіммен жүрсің? Жұмысқа қатысты бар адамдармен жүрмін. Қашан келесің? Қолым босағанда барам. Осы нәрсе күніне 4 рет 7 рет қойылады да. Онан толқы жоқ та, ол өзгеріп жатқан жоқ. Сол кезде барған соң ұрсасың ғой. Мен көрдің ғой, мен жұмыс істеп жатырмын ғой, мені қараса бүйтіп жатсың ғой деген кезде бірінші ответі, мен қақтан білемін, айтпайсың ба сол үшін деп ше. Сен как будто оған постоянно отчет беру керек сияқтысың, как будто соны айтқан, соны білдіртіп, мен мына жақтам деп фото отчет жіберіп сөйтіп жүру керек сияқтысың, да? Ондай болмау керек та. Сол кезде мен де болашақта елестетесің ғой енді. Армандаймын да, әйелің жаңағындай болса. Бір ауыз сөзден түсініп. Бір ауыз сөзден түсініп, ығыңнан шықпаса, енді как будто андай до того әкесінің туған күніне сенің желанияң болмай, сен бармайсың деп айтсаң, ол бармай қалса да. Қаласың десе, қалсаң, күтсе. Айтқанын істей берсе, вот. Мен соны ондай қадірлеймін. Қадірін істеймін. Потому что мен сондай адам таппай жүрмін. Таппай жүргенде біреуді тапқан сияқты еді, что-то. Түсінікті. Ал енді жаңа Сержан өз аузынан мен айтып қалды ғой, бірі бақытты отбасы болу үшін, мысалы ақшада қаражатта керек деп айтың, сол кезде енді Бауыржаннан сұрағым келіп отыр, сен оны айтқан жоқсың, барлығы әйел адамдарға байланысты деп отырсың ғой. Ал өзің былай делік, үйде отырсың, жейтін түгің жоқ, бірақ жаным күйеуім сүйем деп отырсың мысалы. Сол кезде әйел үндемей, сен жарайды жаным сүйем күйеуім деп отыра беру керек па? Жоқ. Кеше мен ақшам болмай қалды да, Сержанды күттім да, соған айтамын ғой, Сержан сен асықпа, мен киіз жей тұрамын. Әкем жатыр да тамақ қыдырып жүр. Жалпы, егер мен мысалы өзімде мысал келтірейін. Егер менде жұмысым бәрі күшті болып жүріп, бір кездері 1-2 айдаға бір жұмысым болмай, сәл жұмыссыз болып қалсам, әйел сабырлыққа шақырып, сәл басыла тұру керек. Сәл күту керек та. Бұның алдында тапты ғой бұл.
қазір енді осындай период деп айел білдірмей барын жеткізіп, бірақ что-то азайып баратканын ескертіп, жұмыс істесей тапсай деген сияқты ол айтсын, дұрыс, неге айтпасын, потому что ол өзі аш қалады, өзі аш қалғаннан кейін еркек аш қалады, еркек ол бәрін қой берші, ата анамыз бен бала шағамыз аш қалады. Ол сондай тақырыпта айтқан дұрыс. Бірақ бәрден мысалы бүгін жұмысым болмай қалды, например, да, Құдай сақтасын, буча шоу бәрі тарап ештеңе болмай қалды, үйге келдің, жұмысың жоқ. Иә деп нервісің көп. Бар істе бар. 60 мың теңге болса да бар тап деп ұрысып берсе, ол кезде ол қатын емес та. Ал егер действительно еркек жағы жұмысқа жоқ, кәдімгі үйде там кемпір шалдың пенсиясымен өмір сүретін жігіт болса, оны обязательно айтып, нервісін шығарып, итін жеп, ана жұмысқа кіргізгенше жанын жеп қою керек қой, короче. Ондай тарапта дұрыс. Ақшада мен де кеше бір енді сөйлесіп жатырмық қой жаңағыдай, алсақ па көрсек па деген қыздарда, оларды дейін тамадалықты сәл қызғанады, сонда типа как будто 60 мың айлық алып үйде жүрсең деп көңілім тоқ, бірақ тастама, кетпе деген сияқты әңгіме айтады да. Оның бәрі ертең ақшаға действительно тақалсын, ол кезде басқаша әңгіме болады. Дұрыс па? Дұрыс емес па не? Сонымен эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Достар, қалаулы әңгімеде бүгін тізгінде екінші сағатымыз басталып кетті. Тізгінде Сержан және Бауыржан. Екінші сағатымыздың тақырыбы дәл қазіргі бақытты отбасының сыры неде деген сұрақ қойылған еді. Сержан ең бірінші жаңағы ата-анасының аман болып байлығының толып тасуынан дедің, және үшінші қай нұсқаны айтып едің, ұмытып қалдым. Ақшалай. Иә, оны айттың ғой енді. Ақша тағды ма? Бір-бірін түсіну. Иә, түсіністілікте. Ал Бауыржанның айтуы бойынша барлығы әйел адамға байланысты. Иә, не тапса да, жесе де, қарны тоймаса да әйел адам барлығына кінәлі. Кінәлі емес, берекесін сақтайтын. Жоқ, бөрде кінәлі адам жоқ. Ең бірінші панацене дедім. 4 көзі түгел отбасы, ең бірінші. Екінші, әйел бар нәрсемен сол бақытты создавать ету. Бар нәрсемен. Шөп шалаң болса да, сол шөп шалаңнан күшті бір тамақ істеп шығып, бәрін жадыратып жайнатып отыратын әйел. Түсінікті. Енді осы бір тұста сұрағым келіп отырған Бауыржан. Яғни сен үшін бақытты отбасының сыры енді әйел адамда дедің ғой, жалпы сол келіншегің ата-анаңмен отырғанында бір бақыт шығар, иә саған? Үйде отырған. Мама маған қарап, осы келінді әпергеніне шүкір деген сол бақытты. Үйде отырған емес, мен әйелім болашақта жұмыс істейді. Жұмыс істей ма? Үйде отырмай ма? Мен де жұмыс істеймін, әйел де жұмыс істейді. Еркекті бақытты отбасы создавать ету үшін еркек табысты болу керек, үйге керек нәрсені бәрін әкеп, ақша тауып тұру керек. Қазіргі заманда реально кеңесі еркек көп тапса, әйел соның берекесін істесе болды. Еркек қашан ас тауып қалады, қашан жеткіліксіз табады, сол кезде ұрыс керіс пайда бола береді. Мен пока мықты табатын еркек туралы айтып жатырмын да. Ал ары қарай әйел берекесін сақтау керек. 60 мыңды да жеткізетін әйелдер бар. 600 мыңды жеткізетін әйелдер бар. Бірақ 60 мыңды жеткізген әйел біз бақыттымыз деп, ол сәл по-любому енді сәл өтіріктеу да. Шыны керек қазір. Мен бір тамақ ішкеніміз 7 мың 8 мыңға шығады, например. Ол енді 60 мың теңге білмеймін. Сол үшін мықты табу керек. Еркек мықты тапса, әйел берекесі істесе, әйел үйде отырып бәрін күшті қылса. Түсінікті. Енді өзің айтып жатсың ғой, жаңағы анаммен отыратын келін керек, анама келін іздеймін дегенде, қаншама үміткер келді саған шамамен, өзің айта аласың ба? 25. 25 үміткер келді. Сол 25 үміткердің ішінде анаңмен енді отырмайтын қыз келмеді, кездеспеді дегенге сене алмай отырмын. Альбина, былай айтайын. Эфирде бәрі күшті, бәрі керемет. Сыртқа шыққан информация бар, басқа бар, мінезі бар, қылығы бар. Сен жігітсің ғой, ол қыздың минусын айтып отпайсың ғой. Бір қыз темекі жейді екен, бір қыз оказывается ішкен екен, болмаса біреу кезінде көп жүрген екен, болмаса біреу қатты қыдырады деп эфирде бәрін айтып отпайсың ғой. Просто түсіндіресің, что сен аққусың, мен бүркітпін, кешірші аққу мен бүркіт бірге болмайды деген сияқты. Солай жеткізіп жібере саласың да, потому что оны ата-анасы көріп отыр, басқа көріп отыр. Келді бәрі жаны идеальный. Бірақ көңілімнен шықпады. Мен айттым ғой, ата-анаммен келіңіз дегенде де, бірақ енді өзіңде ұйықтарда бір жақсы қызбен ұйықтасаң, тұрғанда да жақсы, сен де көңілін таба білетін қызбен ұйықтасып тұрсаң, өмір сүрсең, ол ертең ата-анам өмір сүрмейді ғой. Бұл жерде факт просто мен ата-анам всегда дұрыс, және мен ата-анам көңілінен шығу керек. Ол мен келіншегімде екі ақ нәрсе бар болды. Қалғаны ол менімен байланысты. Менімен тұрады, менімен келіседі, менімен өмір сүреді. Менің бала шағамның анасы болады. Жылайтын. Мен бірінші ата-анама келін, екінші менің болашақ балдарыма мықты ана іздеп отырмын. Түсінікті. Енді мен бұны неге қозғадым дейсің ғой, жаңа айттың ғой, енді қадірін түсінбейтін ер азаматтар да бар деген сияқты. Сол 25 қыздың ішінен енді барлығы сондай бір жаман екеніне сенгім келмейді, шыны керек. Бәрі деп айтқан жоқпын, бар ғой бірақ арасында. Оны бәрін айтып отпайсың ғой деймін. Көңілінен шықпайтын дүниелер бар, оның бәрін айтып отпайсың дедім. Бәрі жаман деген жоқпын. Жақсылар да болды, бірақ көңілімнен шықпады. Сен кез келген адамның идеалы болады ғой. Ол чересчур хороший для меня. Ондай қыздар да болды.
слишком хорошая деле. Ондай кездерде болады. Көп болды. Кейде андай кездер болады. Так что білмеймін, таппадық қой. Болмады ғой. Бұйырмады ғой. Таппай кетті. Түсінікті, жақсы, жарайды. Онда кезек тағы бір әнде болсын. Steve Wonder, I just call it to say I love you деген керемет әнімен I love you эфирімізді бар ма? жалғастырады. Я, енді тікелей аудармасы, мен саған сені сүйетімді айту үшін хабарластым деген мағынада ғой. Осындай трек шығарамыз біз. Иә, сіздер де достар дәл осы ән кезінде студияға байланысқа шығып хабарлассаңыздар болады. Бізге деген керемет пікірлеріңіз бен ілтипаттарыңызды білдірсеңіздер де болады деп қояйыншы. 2-500-101 Алматының коды 727 достар. Былай, Бауыржан, мен сен былай да қараш, былай да тыңдадым да, ақыры сөзіңнен келген кездегі жаңа айтыпсың, бір қыз көп жүріп қойған екен, былай айтады деген сияқты. Сен үшін, яғни, короче, қыз болуы бақыт па сонда? Қыздың қыз болуы бақыт па дейсің ба? Тақырыпты андайға әкелдің ба сен? Мен сен тыңдап отырмын, сен айтасың ғой, әңгімесі бар, бұнда көп жүріп қойған екен деген сияқты. Көп жүріп қойған деген мен былай Алматыда жүріс жақсы деп айтқанымда болды, иә. Қыздың қыз болған өте күшті, өте керемет, дұрыс. Мен үшін ол да саналады, ол да ориентир алынады. Бірақ мен келген қыздан бәрі қыз емес деп айтып жатқан жоқпын. Мен ондай сұраққа бармағанбыз да біз ешқайсысымен. Ондай қалай айтсам болады? Сепих суальный тақырыпқа да бармағанбыз. Біз андай былай қайтатынбыз. Иә, жарайды енді бармасаң да қазір мен сені сұрап отырмын, сол сен үшін бақыт па? Просто бақыт. Қыздың қыз болған, иә. Иә. Сол кіре ма сені? Кіреді, тарапқа кіреді. Сержан, саған Мен өмірде Алла тағаладан сұранам, қыз емес қызға қатты ғашық болып қалмасам. саған ше деймін. Не нәрсе? Ғашық болып қалсаң аласың. Өтірік білмей қалмаш қазір. Қыздың қыз болуы маңызды ма? Жоқ деп айттым ғой мен. Бірақ маған бүйтіп айтады. Саған маңызды емес. Сержан бүйтіп Маңызды айтады маған. емес Буча дейді, адам баласы өмірде көптеген жақсы, күшті адамдар дейді. Бір алданып қалатын кезі болады дейді да. Сондай тақырыпта алданып қалуы мүмкін дейді. Сосын Сержан айтады, бауырым, сен қыз емес деме дейді. Енді шлей барып көшеде жүрген жарайды дамайсың ғой. Бірақ адам ал дейді да. Сержан айтады. Сержан маған өзі айтады, адам ал, брат. Сен кейде көптеген жақсы қыздарды жіберіп қоясың дейді да. Сондай нәрсе. Өмірде жоқ, қалауымдықтан қоспа сен. Олар вообще де ол кезде ондай тақырып айтылмаған. Қалауым келген қыздарды вообще теманы алып тастаймыз, қоспаймыз. Сыртта жүрген кезде. Кейде сөйтіп айтса, кейде ойланып қаламын. Сен айтшы маған. Соған қарағаным дұрыс па? Кейде айтады Сержан, адамға қарайды. Ол бір мәрте өмірде шалыс басып қалуы мүмкін. Оны алдап қоюы мүмкін дейді. Оны қинап тастауы мүмкін. Сен білмейсің, ол айтамауы мүмкін, іштетін болуы мүмкін дейді. Сен өйтіп қарама, брат, сен адам ба, соған қара дейді. Сосын мен кетем дырылдап, бұл кетеді дырылдап. Сен айтшы енді, қырылдап. Молодец де. Жоқ, Сержанды қолдаймын. Сержан. Мына мысалға мынандай. Қазір мен айтайыншы енді, қазір темадан астамай тұрғанда дегенім ғой. Өзің айтып жатсың ғой, неше түрлі қыздар келді. Сержанды айтып жатыр, әдемі күшті қыздарды жіберіп алдың деген сияқты. Таныстық. Сол жарайды, ел білетіні 25. Сен өзің келіп тұрдың ғой, ел білмейтіні қаншама бар, иә? Көрермендердің көрген 25. Солардың мысалы жыламады емес, жылады ғой. Айнагүл жылап кетті, мен білетін, иә? Тағы да көбісі жылап кетті деген сияқты. Солардың көз жасына қалам деп ойламайсың ба? Ертең қыз баланың көз жасы бермей қойып деген сияқты бар. Мысалы, өмірде қаншауын жылап тұрсың, кім біледі? Мен ешқандай өмірде қыздығын алмағам. Өйтіп жылататындай, біреудің сорында да қалмағам. Болмаса біреуді алдап кетпегем. Енді менің көңілімнен шықпады, және ол жылады, мен кінәлі емеспін ол нәрсеге. Мен шынымен айтамын. Мен қыздың көз жасына қашан қалады? Егер сен соны алам, күйем, сүйем деп жаңағыдай 4-5 жыл, 10 жыл уақытын алып, болмаса бір көптеген сенімдерді айтып, бәрін айтып, және алдап кетіп, басқа біреуді алып, сөйтіп еркекше тірлік істемесең, ол көз жасына қалдың. Ал енді саған ұнамайтын адамның түріне қарап, болмаса ертесіне сен оның бақытты қыламайтыныңды айтсаң, ол жылап қалса, өрде сенің ешқандай кінәң жоқ. Оның да кінәсі, ол жылап қалды, оның просто сезім табы болған соң жылап қалды. Так что мен ешкім көз жасына қалған жоқпын. Рас қой? Тіл көзің тасқа деп жатсың. Жоқ, ондай болмасын деп жатқанмын. Түсінерім бір сондай болып, азаматтық некеде жүріп тастап кетіп, сөйтіп жатса. Көз жасына қалар едім. Ешкімнің көз жасына қалған жоқпын, Құдай сақтасын. Ешкім маған жылап тұрып, бақытсыз бол, сорлы деп айтқан емес. Айнагүлмен де күшті араласамыз, өте жақсы қыз. Просто мен оны бақытты қыламаймын. Вот сол. Жанел, ол да жақсы қыз, ештеңесі жоқ.
көп қой онда айта берсең. Толқында апедем. Толқын екеуміз мінезіміз тура келмейді. Ол енді ол осында I love you my son дейтіндер тыңдаса, например, мен Абзатбек көкем тыңдай саламын. Онда тұрған ештеңе жоқ шығар. Сержан, сен де ешқандай қыздан көз жасына қалған жоқсың. Енді олар жылап қалған, ешкім бізге әлемеш шығамыз. Сен де 35 қой, айналайын. 31 ме, 33, 35. Бірақ ел мақтаған жігіт қыз жақтаған дейді. Енді прям біреудің көз жасына қалып қалдым деп Қазір күте тұру иә. ойламаймын. Құдай сақтасын. Қалмаған шығармыз енді. Ешкімнің көз жасына енді. Сонда Альбин, Құдай сақтасын. Назым жатқан жоқсың ғой енді. Жылатқанда ол подиол енді жылады екен деп өліп кетпейтін шығармыз. Вообще-то Назым өзі жылады өзі. Сен тастап Назым өзі жылады. Өзі Сонымен достар, жалғастырайық. Дәл қазір бізге байланысқа шығып отырған кезекті тыңдарманымыз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Сонымен есіміңіз кім болады? Венера. Венера, өте қуаныштымыз. Атырау қаласына хабарласып отыр екен. Енді бақытты отбасының сыры неде деген тақырып көтерілген еді. Сіздің пікіріңізді білсек? Иә, мен бақытты отбасы дегенде, Бауыржан айтып отырғандай, әйел адам тікелей қатысы бар дегенге мен келісемін. Аха. Өйткені барлық зат әйелдің қолында. Үйдің тыныштығы да, берекесі де әйелдің қолында. Өйткені мен осыдан бір күн бұрын жолдасыммен ұрысып қалып, екеуміз Қайталама. содан үйден жаңағыдай тамақ істесем де тамағым дұрыс шықпай, жаңағы үйге бірдеңе істесеңе не істемейді, күйеуім қалаған тез келеді. Оның барлығы мысалы өзімнен болды да кінә дейтін. Ол жерде ұрыс шығарған, не істеген өзімнен болды да. Сондықтан мен біздерде вообще ұрыс болып көрген жоқпыз. 6 жыл тұрып жатырық. 6 жылдың ішінде ондай бір қатты айқайлап бір-бірімізге дауыс көтеріп көрмеппіз дағы. Сол себепте мен білмеймін, мен қалай түсіндіремін, бірақ әйелдің қолында дегенге тікелей мен келісемін. Мысалы мен өз басым күйеуімді ешқашан тексермеймін. Қайдасың, не істеп жатсың, не қылып жатсың деп. Ол қайда барып келіп барады, жүріп жүріп. сіңіліңіз бар ма дейді. Бірақ Сіңіліңіз бар ма дейді? мен әйел адам. Сіңіліңіз бар ма дейді? Сіңілім жоқ, мен 10-шы қызым үйде. Йо. Мен Онда әпшелеріңіз бар ма? барлығымыз тұрмыстамыз, иншаллах, Аллахтың қалауымен. Және де жолдасым осылай мені намазға жықты. Сондықтан мен Алла разы болсын деп айтқым келеді жолдасыма. Осындай маған жарды нәсіп еткенде мен Аллаға шүкіршілік етемін күнде. Бәрекелді, ниетіңіз қабыл болсын. Дәл осы жерде бір қосылғым келіп отыр. Аман болыңыз дейміз, сау болыңыз. Жолдасыңыздың есімі кім? Айтпай қояйын, ол кісі бірақ тыңдап отыру керек. Тыңдап отыр ма? Онда ол кісіге дұғай сәлемімізді жеткізерміз. Венера ханым естіп танып отыр деген ойдамыз. Аман болыңыздар. Екі дүние бақытын тілеймін. Жаңа айтқан бір сөздеріңіз шыны керек, бір балдай жағып бара жатыр. Өте керемет. Біз жалғастырамыз ары қарай эфирімізді, достар. Кешедегі айттым ғой, көп жағдайда бізде діни көзқараспен қараған кезде көп мәселені шешуге болады. Шынымен де. Мүмкін содан кейін шығар, шариғат бойынша жүргеннен кейін әйел адам міндетті түрде ер азаматына мысалы бойын сұнса, ол автоматты түрде мысалы жұмаққа барады деген бар да. Сол шешімнің нәтижесі сол ақырында келіп жаңағындай. Бірақ кейбіреуі бар, дұрыс емес пікірде жүргендері бар, қадірін түсінбейтін жандар да бар. Мен өз басымнан өткеннен кейін оны мен жоққа шығара алмаймын. Барлығына келіп қызға да тіреп қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Жоқ, Сабина, егер сен болашақта үйленесің ғой. Өзің Сержан. Бауыржан десей? Жоқ, сен маған Сабина дедің ғой. Альбина. Сабинаны ойлап отыр. Жоқ, Сабина. Альбина. Мысалы, егер ертең сенің болашақ жарың, өзің болашақ жарың, Альбина, егер өзің болашақ жарың мықты болса, сен әлсіз болып кет, автоматически оған жағаласпай қой, ол саған диктовать етсін, сен айтқан істе. Егер сен болашақ жағының сәл слабыйлау болса, онда амал жоқ, сен мықты болу керексің. Болды, басқа ешқандай жоқ. Еркегің мықты ма, сен соған диктовкасына көніп бақытты қыла бер. Ал егер еркегің слабый ма, амал жоқ, бәрін өз қолыңа алып бақытты қыла бер. Бақытты қылудан шаршамасай. Ой, сондай жоқ. Потому что еркегің егер саған күйеуің риза болса, сен автомат түрінде бүкіл кінәларын кешіріп кетеді, басқа қатын өсектердің бәрі кешіріліп, жұмаққа барасың, соны ұмытпа. Ой, қойшы, сен маған айтып отырсың, жаңа ғана өз сөзімді өзіме қайталап отырмын. Жой, мен саған басқаша жеткізіп беріп жатырмын. Сен уже қара, ондай еркек қойшы деп жатсың. Саған мықты еркек керек па? Сен мықтымен, сен ертең саған мықты еркек келсе, сен автоматически оның диктовкасына шыдай алмайсың ғой сен? Жоқ, неге? Сен кеше ғана айттың ғой маған, ей деп жұмсап қалса мені ойбай дедің. Жоқ, енді мықты жігіттер әлбетте ей деп жұмсайды.
Олай емес. таңдамайды, Олай ол емес. пах етіп ұра салады. Олай емес. Сендерге мықты еркек сендер үшін әйеліне жан десе, гүл береді, Олай әйелін емес. құрметтейді. Шаршатпаңдаршы, пожалуйста. Өзің шаршамашы деймін. Неге барлығы солай қалыптасып қалған? Жарайды, енді қалаулы әңгімеде қазір мына жерде ұрысып отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, эфир болғаннан кейін. Әнге кезек беріп алайық, ал YouTube желісінде мен қазір жақсылап тұрып Бауыржанға түсіндіретін боламын. Иә? Көнесің ба? Көнесің ба дейміз? Көнбеймін. Кәдімгі! Кәдімгідей тыңдайсың ғой мен айтқаным бәрін, иә? Тыңдап көрейін сен жақтың тарапында. Тыңдап көрейін дейді. Сонымен достар, жалғастырамыз. Дәл қазір Ретрофон Қазақстан әуе толқынында тағы бір кезек тамаша әнде болсын. Ал сол ән барысында егер сіздер байланысқа шығып бізбен тілдескілеріңіз келіп отырса, онда 2501-101 нөмірін теріңіздер дегім келеді. Ал жоқ, WhatsApp желісіне ғана жаза салайын десеңіздер, онда қайталай кетем. Сіздер үшін қызмет ететін WhatsApp желісі 877-2501-101. Жазыңыздар, хабарласыңыздар. Алишер Каримов ұлдарыңыз тағы да туындысымен біздің қалаулы әңгімені жалғастыра. Тыңдайшы, осы өлең ұнайды маған. Осы өлең ұнайды маған, Алишер тыңдап алайшы. Аңғыры? Мен тыңдамас үшін ба? Жоқ, былай ойлайсыңдар да, қара, ер азамат мықты болса, ол келіп әйеліне де мысалы, деп бүйтіп айту керек деп. Мықты әйел, мен ойлаймын, мықты еркек, ол деп емес, қабағымен ақ, бір сөзімен ақ жеткізе алады, бар ғой? Шай қой десе, салмақты сөзмен айтса, сен жорғалайсың. Ал білесің бе, қандай ер азаматтар деп бүйтіп әкіреңдеп елдің көзінше ойнайды. Ол ішімнандай тупой, наоборот, әмір жүре алмайтын жігіт сөйтіп айтады деп ойлаймын да. Күштін жұмсайды, сөзбен істейді. Ал әмір жүретін жігіт, ол онсыз да сөзбен ақ барып бүйтеді. Мәннен орнына қойсашы десе, бітті. Болды ғой? Былай ма? Мысалы, қара. Сонда бір нәрсе, қара, тоқта. Альбина шай қойшы. Примерно. Жоқ, мысалы, кетіп барады, машинада сөйлеп жатыр. Жай сөйлеш, көріп тұрсың, телефонмен сөйлесіп жатыр. Болды, сен көтің қыса сал, жоқ, ол мен әр келгенде деп атқан жоқпын. Қалай жұмсаса да сен үндемеу керексің. Разница жоқ ол саған. Күшігім десе де ау деп керексің, разница жоқ. Саған какая разница, қайтып жұмсаса да. Соны айтып жатырмын мен саған. Бауыржан не сияқты әнде бар ғой? Еркектікі болу керек қой, болды ғой. Не аласың дәл қойшы. Қалай айтты саған, разница жоқ қой. Неге сондай? Мүмкін сен енді кішкентай кезінен сөйтіп тәрбиелеген шығар, иә? Қыз баланы бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Мен ойлаймын, бізде үйде қыз көп қой. Мысалға мен ойлаймын да, Бауыржанға бұл қарсы келген емес, бірақ любой нәрсені істер алдында тоже өзің половинкаңмен ақылдасу керек деп ойлаймын мен. Екеуінің шешімің ортақ бір жерден шығатын болса, сол кезде бәрі уақыты болады деп ойлаймын. Бір жерден шығатын. Сонда сен өзіңнің ойыңдағын барып апарасың. Сен 2 күннен бері мағынап жүр? Жоқ, ол 2 күннен, қара, мынандай нәрсе да, ол оған бағынып кетті деген понятие емес, бұте. Түсініп тұрсың ба? Ол түсінігі бар деген сөз ғой, былай. Екі жақтан мысалға да, екі жақтан бір шешім қабылдаса, ол никогда мәселе болмайды. Мен ертең бүкіл нәрсемді әйелмен ақылдасып істеймін берсем мен. Мен істеймін деп отырған жоқпын. Бүкіл нәрсем әйелмен ақылдасам. Сенікі әйел адамды сен бір ақыл сұрасаң, немесе оныған бүйтіп жай айтып қалсаң, сен как будто подкаблучник болып қалатын сияқты қабылдайсың. Мен еркектің әйелдің несін істемеймін деп жатқан жоқпын ғой. Мен былай айтайын, мен ертең әйелім, мен ақшаны үйде әйелім ұстайды. Ертең мен кез келген дүниені әйелмен ақылдасып істеймін. Мен жаңа жұмсау бағытында кейде еркектің настроениесі болмай, мен өзім көзбен көрген дүниелер айтамын. Мысалы, кейде настроениең болмай қаласында, қойшы сен деп қалсаң, не болды сонша, сырттағы ашуыңды ішке алып деген сияқтар болды. Сен ондай кездер мән берме деп жатырмын. Қыздарға айтып жатқаным да. Мән берме. Сен күнде әкіреңдей берсең, онда 18-ші ғасыр емес қой қазір. Тақсыр деп келетін. Ондай емес. Дағдым болса, ондай емес. Просто еркегің саған қалай сөйлесе де, басқа сөйлесе де, сен оны жылы қабылдасаң, өзіңе де оңай да. Онымен ұрысып, оны поправлять етуге тұрысының қажеті жоқ. Ол и так поправление еркек қой. Просто сол қалай жұмсап, қалай сөйлеп бір болып тұрса, я жұмыстан ондайда, конечно, фристайлы мінезін көрсетіп қоясың оны. Постоянно жаңағындай отырып ап, или қыздан бір ақыл сұраса, бір жер түсіп қалатын сияқты, намыс санайтын. Лично әйелім болатын болса ше, мысалы ата-аналарым көбінше, қатаның да өйтіп сөйлеп, болмаса бала-шағаң көбінше, сен не сүмелек деп ондай айтпаймын мен. Мен ауырып, әйелім деп қарап, кәдімгі ақылдасып, қабырғам ғой, как никак кеңесетін адам. Өйткені ертең тура сондай условияда өскен бала, ол ертең соны басқа қызға істейді. Мен ойлаймын, жалпы, ана кішкентай бар ғой, балалар, ұл бала қызды ұрып жіберіп спокойно кетіп баратса, значит ол әкесі соны ұрды деген сөз. Шешесін ұрғанын көргеннен кейін деп ойлаймын да мен. Барлығы содан қалыптасады деп ойлаймын. Шапалақтың темасы бөлек тема. Бірақ мен лично ертең үйтіп әйеліме үйтіп адыраңдап, құтырып, арасында енді әр кезде әртүрлі ғой. Мен мысалы қатты ашуланып тұрған кезде звондап қалды.
не болды айта берші жылдам деп. Ол жаным қайдасың деді. Мен қатты ашуланып тұрмын. Қайда екенін не аласың айта берші болды. Түсіну керек та айта салу керек болды. Не үйтіп тұрсың деме керек. Жоқ, оған басқаша да жауап берсе болады ғой. Сонымен достар, біздің көңілді әңгімемізді дәл қазір қазақ эстрадасында өзіндік орны бар жігіттеріміздің бірі ерекше дауыс иесі Алишер Каримов жалғастыра кетті. Ал біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Енді екінші сағаттағы тақырыбымыз осы бақытты отбасының сыры неде деген сөз қозғалған еді. Ақыры біз Бауыржан екеуміз YouTube желісінде бір қалай ол ер азаматтардың тарапынан, мен нәзік жарлардың тарапынан екеуміз тіресіп жатырмыз. Ортада судья Сержан деп. Бірақ судья маған қарай жақтасып жатқан сияқты деп. Жоқ, жақтасқан емес, мен өз позициямда айтып отырмын да. Просто жанада мысалға Бауыржан айтып отыр ғой, енді ашуланып тұрған кезде звондап қалса, тұра тұршы дегенде, мысалға маған звондап қалса, мен бүйтіп айтамын. Мен ашуланып тұрмын жаным, сосын звондаш болды. И дальше ашулана беремін. Жоқ, енді сосын звондап. Мен мысалы мен ашуланып тұрған кезде кейде звондап қалса, не болды айтшы жылдам дей салуым мүмкін да. Ол маған жаным қалайсың деп звондап. Жақсымын, ашуланып тұрмын, не болды жылдам айтшы дей салсам, ол түсіну керек та. И сразу айта салу керек. Түсінеді ғой, ондай түсінеді. Түсінбейтіндер бар. Не болды ашуланып бізден звондап тұрып қой деп. Ол да қойып қою мүмкін да. Ол менімен ғана сөйлесші деуі мүмкін. Өйтіп провокация етпей қою керек та. Мен жаңа айтып жатқаным сол ғой, Альбина, взаимопонимание деп ше. Жоқ, мен құрметті еркектер, негізі әйелдеріңізбен кеңесіп, әйелдеріңізбен сөйлесіп, там барлық нәрсені бірге істеген өте дұрыс. Бірақ енді құрметті әйелдер, арасында еркектеріңіз көңіл күйлеріңіз жоқ кезде сіздерге грубый сөйлеп қалса, болмаса қатты деп қалса, или үйт сөйт деп қалса, еш жерлеріңіз түс қалмайды, соны істей салыңыздар, болды ғой. Қыздардың бәрі жаман, екеуі өздері святой болды ғой дейді. Мен қыздар екеуі жоқ, қара, құрметті қыздар, біз сіздерге менің насихаттап жатқаным сіздер күшті отбасыны сіздер істейсіздер. Күшті отбасын сіздер создавать етесіздер. Дүниеде кім күшті, ана күшті деп айтылады, дұрыс па? Талай батыр ананың сүтін ішті деп айтылады. Дүниеде кім күшті, әке күшті, талай батыр әкенің сүтін ішті деп әңгіме жоқ қой. Сол үшін сіздер күштісіздер. Сіздерде әйелдің 40 жаны бар деп айтылады. Қатынның 40 жаны бар дейді. Сіздерге байланысты деп айтып жатық, наоборот сіздерде көп нәрсе байланысты. Еркекті еркек қылатыныңызды сіз адамның негізі астындағы тұлпары жақсы болса, бір бақыт дейді. Алған жары жақсы болса, 1000 бақыт дейді. Сол 1000 бақытқа кеңейтетін сіздерсіздер. Бір адамға, бір отбасыны бақытты қылып, бір адамды бақытты қылуға сіздерде мүмкіндік бар. Сіздер соны түсінбейсіздер. Сіздер жаман деп атқан жоқ, мен мақтап жатырмын. Бірақ бұл жерде сіздер көп нәрсеге шыдау керексіздер деп айтып жатқаным ғой, шыдамдылыққа шақырып жатырмын, сабырлыққа шақырып жатырмын. Енді Бауыржан тыңдап отырсаң, бұрын соңды енді үйленіп, ажырасып, кейін бір сәтсіз махаббаттың нәтижесінен ба, сонда айтып отырған сияқты болды да қыздарға деп. Мүмкін сенде сәтсіз махаббат болған шығар өміріңде. Жаңа сен өзің отбасы құрмағансың, оттамашы деп айтатын комментарийлер жауап беріп кетті. Менің отбасым бар, менің ата-анам бар, бауырларым бар, мен соларға қараймын деп. Сәтсіз махаббат деген кезде қабат деген осы қызды алу керек деген болған, атак былай. Шілей жауапсыз махаббат деген жоқ. Жауапты болған, бәрі ответкісі бар, бәрінің себебі бар, бәрінің өзінің орны бар. Осы қызды алу керек еді деген қыз тұрмысқа шығып кетті ме сонда? Ой, бля, бұның бәрін бүйту керек еді дедім ғой. Рас қой, ондай сөз бар ғой, ондай өлеңде бар, бүкіл Қазақстан тыңдап отыр. Маған бүйтпесең. Иә, осы қызды ала салу керек еді, алуым керек еді, негізі бір қателескенім ау деген болды. Тұрмысқа шығып кетті. Барып одан кейін жылап табалдырығында отырмадың ба деймін? Жоқ, бақытты. Бұл ондай прям жылап бір табалдырығында отыратындай жігіттердің қатарынан емес. Қандай жағдай болса да. Бірақ өкініш болды, Сержан. Өкініш болды, иә. Серекеңмен бөлістім. Мен де бөліскем. Иә. Іштім. Біраз іштік. Іштім. Іштік дейді Сержан. Менде де студент кезінде болған. Іштік емес, әттеген ай деп іштік. Сержанға айттым, шик іштедім. Студент кезінде екеумізде негізі ұқсас шамалы. Тоже студент кезімде сондай болған. Негізі мен 18 жасында үйлену керек еді ғой. Оны 17 даже, по-моему. 17 жасында үйлену керек, бұны алып қашып кетті. 17 жасында үйлену керек болған, сөйтіп ол қызды алып қашып кетеді ғой. Очень печально. Жүрек құрғырға әмір жүрмейді ғой. Әлі ойлап қоясың, сағынып қоясың. Бақытты болған қалайсың? Енді екеуіңе ортақ сұрайыншы. Ортақ сұрағым, жаңа екеуіңе айтып жатсыңдар, ұнататын қызым бар деп, ашық түрде айтпай отырсыңдар. Неге айтпайсыңдар? Сенімсізсіңдер ме, әлде айнып қалуларың мүмкінге? Мұнда WhatsApp желісіндегі көбісінің қазір бір қарап шықсам, шамамен бір 10 хат сондай неге айтпайды, неге жасырады, алдында жүргеннен кейін айтпай ма деген сияқты келіп отыр. Сол үшін түйгенім соны сұрап алайын дегенім ғой өздеріңнен. Біріншіден, Сержан екеуміздің де неміз бар. Қыздарымызды опубликовать етпейміз.
сүрөттөр бере салмайбыз. Эртең үйлөнсөк те жылайтын көрсөтпөгө турсамыз. Болду. Олар кишилерди аралаштырып, олдун жеке Просто комментарий. каждый нерсени Менин элементарный жаман комментариямдын өзүндө менин апам менен анамдын жүрөгү ооруп отурат да. Эгер эртең оганда сүйтүп комментарий жазса, онун да аке шешеси көрөт дегендей го. Эгер пока менин кызым жана унатып жүргөн, сүрөшүп жүргөн кызым лично опубликовать этиш деп айтпаган, айтып аткан жагдайда айта коем, көрсөтө коебуз. Сонун дурусуна түшүнүңүздөр. сонда я. Каждый нерсени бүт мен үстүп атырым, мен бүтүп атырым, мен мына кыз менен сүрөшүм, мына кыз менен көрүшүм, мына кыз менен кездешишим деп айта берүүнүн смыслы жана толкусу жок деп ойлойм. Согон боло айтпайм. Вакыт керек, вакыт. Үйлөнгөндө бир түрүн көрсөтөм. Кудай кааласа баары билинет. Яғни сезімдеріңе сенімдісіңдер. Сезимдериңе сенімдісіңдер дегенде бізде пока тарбия сагаты там сондай болуп атыр, шын Пока айтайын. конфетно-букетный сезон деген сыяктуу әңгіме го ушун. Букетный пока что разноцветный, однотонный цветке барган жок. Түсінікті, яғни болашақта енді ары қарай да жұп болмай қалуың да мүмкін ғой, яғни, Енді ол жаман жакты Шешеміз ойламай бар. коелук, тек кана Жаман жакшы айтпайды, жакты жакшы жок. Сүйгөн жарым касымда, орамалы басында болса экен деп атыр. бәрекелді. Түсіндік, енді пікірлеріңді естідік, көбісі түсінбей қалды, жаңа кешелі бері айтып, бірақ соңына дейін жеткізбей жатқаннан кейін ашу болмасын деген ғой көрермен тарапынан. Дұрыс, айтылғаннан кейін. Дұрыс. Бізде оксилермен санасып барып айтамыз ғой. Енді айтасақ па, сүрөт бірге түссек қайтет деген. Енді біз ел алдында қыз жігіт іздеп жүргеннен кейін олар білуге міндетті деп ойлаймыз. Өзіміз бардық қой. Алдыларда өзіміз шықтық. Ел алдында өз жерден кетіп қалдық да, біз және қазіргі біздің сөйлесіп жүрген қызымыз ел алдына шыққан қаламайды. Соны жауап берейін. Атак бізде ше, хайп еген осы екен деп ше, видео сап, сүрет сап стап алуға болады. Просто ол өз қалап тұрған жоқ, данный момент. И то біз жүбеміз. Ну енді. Шілей үйленіп атқан жоқпыз. Қалауыма қатысы жоқ, үміткерлердің арасынан емес, ең бастысы. Вообще. Мен айтпайм. Сержан. Айтпайм. Неге? Айтпайм дейм. Яғни сенің қатысы бар. Ой, осы Назым екеуі қайттан қосылып алған сияқты деп. Жарайды, қинамайым. Ал кезек шағын жарнамада, достар, осы бір сәтте енді Сержан құтқарып қалайын, әйтпесе қыса берейін ба деп. Жаман қысқылайсың. Жақсы. Кезек шағын жарнамада тыңдап алыңыздар. Осы сағаттың соңына дейін достар, біздің оңай ақша ойыны бар екен, естеріңізге сала кетейік. Хабарласыңыздар, эфир барысында қойылған әнді атап бер, 5000 теңгенің иесі атанып шыға келсеңіз Мен болады. ұнататын қыз Шымкенттікі. Менікі Қазақстан. Бұйта саған өзің шынымен сол Шымкенттің қызы жарамаса, басқа жердің қыздары жарамайтын сияқты. Саған сол Бұйта айтты ғой, Шымкенттің қызын алып беремін. Соның подружкасы шығар екеуі. Как обычно болады ғой, бір кругта біреумен жүреді, сосын анау қызымен жүреді, бит бәрі. Біз необычныйлармыз ғой. Бізде как обычно емес. Бізде необычно. Бұл необычный бейді. Шындыр жүрген ше. Қыздарымызға айтарымыз, пожалуйста, біздің қыздарымызға айтарымыз, біздің айтқанымыз істеп, біздің көңілімізден шығуға тырыссаңыздар, ешне раз ерекспесеңіздер, мен де барам демесеңіздер, Одан сен қолынан келет деп демей берсеңіздер, Құдай қаласа бәрін болады, бәрін істейміз Сержан екенбіз. Құдай қаласа. Біз и так жұмыспен ми қатып атқан кезде нақтан проблема шығармай, наоборот, үйге келгенде демалатындай қылып атмосфера істесеңіздер. Себебі әр мықты еркектің артында көп кішкентай болса да ана менен әйел тұрады. Сол үшін Сержан жалғастыр сөзімді. Сіз соны эфирде айтайын деп бердіңіз? Хорошо, ойын ойнағыңыз келмей ма? Онда бұлай айта бересіз бе, мен сізге қайталап отырайын қазір, өйткені эфирде пікірге уақыт қалмайды да, ойын ойнату керек. Көкейіңде жатады екен үннің өзі. Короче, көп жүрмей үйленіңдер дейді саған, сендерге. Сөйтеміз дейтік. Шынымен Жүре. бізде айтып атқанымыз сол ғой, Альбин бағанан бері. Биылдан қалмай үйленсек тіптен жақсы болар еді деп. Өйткені менің өзім біраз жүріп қалдым деп ойлаймын. Сенші Бұйта? Жүріс деген страшно. Мен 5 тойға барам ғой. Той басқарамын, жасырдың үйленіп атқан, ұзатып атқан. Бірақ осы мына 5 тойға барған кезде аппетитім қатты ашылады ше. Жаман аке болғым келіп жүрмін, негізі бар емес па? Бір аппетитім ашылып бір. Ойнап қалып атам ғой Сержан ше.
Қалай осындай бала жылдамырақ. Бауыржанович деп па? Бауыржан ұлы. Қандай? Бауыржан ұлы. Балам атын құдай қаласа Альтаир деп қой. Бауыржан, сен айтып отырғандай қыз таба алмайсың дейді саған. Айтқаным көнетін ба? Табат неге таппайды? Мен Алладан сұраймын, Алла тағала сұраған береді мен. Адам басына жазылған болған. Берші мен өзім сөйлесейші. Қазір ба. Алло. Бауыржанға хабарласты бір көрерменіміз. Айтады, өзінен жасы үлкен қыз болу керек, немесе ажырасқан қыз ғана көнбесе, басқасы көнбейді дейді. Мен мысалы келтіріп жатырмын, шли ондай кеңкелес емеспін. Менің ойым понятно дегенде, бірақ нәрсе менің айтқанымнан шықпау керек, мен айтқаным істеу керек. Тұрсың ба? Разборкада тұрғансың. Служанка сатып аласың. Арада налог жинайтын бұзық балалар ма? Служанка емес мен, анама бала шаға. Сумкасының бәрі толған, тиын ба? Өзім әйеліме мен мнениясын айтады ғой, сосын мен не айттым, әйелімен ақылдасып істеймін. Бірақ айттырам, неге айтпаймын, жынымын, ол адам ғой, ол да айтады ғой. Оның айтқаны дұрыс болса, мен ешен соны айтқан шешем. Бұл жерде менің айтқанымды істеу керек деген сөздің түбінде мен әйелімен ақылдасып болғаннан кейін шешімді мен айтамын деген сөз. Біраз не келіп ғой? Біраз комментарий келіп ғой? Сонда мен екі этажды үй соғам десем, әйелім сонда бір этаж. Ой, анау әйелім не? айтқан бір этажды соғу керек пе? Бауыржан. Ондай болмайды. Твикспен келіп жүр ғой. Мен білмеймін, менің көзім. Твикске жүр ғой деймін оған. Әйелім айтқан емес, мен айтқам. Өтемнан не? Твикспен келіп жүр ма саған? Ай сайын? Твикстар. Мен көр жағым жаман болма. Қайсы? Жаман болма. Сызық. Шоколадтан достар. Шоколад. Печенье деген сияқты ма? Кісінің сөзі бойынша әйелін айтқанды болу керек. Сәлем айт. Саламатса. Маған лично әйел болған адам бақытты болады, мен айтып жай. Ой, түсте салған. Қалай дейді? Маған қатын болып тиген адам бақытты болады, айтып жай. Отвечаешь? Вот Шын. то же самое мен айтамын, мен алған жігіт бақытты болады. Отвечаю. Мен де айтып жай. Отвечает. Отвечает. Мен отвечать етпеймін, шенеке, мен просто нәтижесін көрсетемін болды. Назым Сержан бақытты болыңдар. Сильно сказал, да? Сильно. Шыққан сөз сұрды екен, Жоқ, эфирде сүрте көтін беріңдер. сүртіп алмайды. Сүреңдер. Сосын ертең жүреді. Итак екеуміз. Сержан Бауыржан көтен ұстап отыр деп. Алло. Ондай керек қыз не. Саламатса, есіміңіз кім? Ойын ойнайын деп дедіңіз. Шықпай қалды ма? Аха, фамилияңыз қалай? Бүйтті ғой, мына жерге дейін барды да, алайша. Қалай? Алғай. Жан Абаев, иә? Аха. Қай қалада? Алматыда? Әйгілдерге специально сөз Білмеймін. шапырсын. Неге? Мен алған қыз бақытты болады. Не болды? Бір менің жүрегімде кез келген адамда жүрек болады да. Және сол жүректе кіп-кішкентай ғана арман болады. Егер мен сол жүрегімнің арманын орындай алмасам, негесіне мен ол жүректің егесі болып жүрмін. Так что мен Алладан тілеймін, и маған сондай қыз табылады. И мен жүрегімнің арманын орындаймын. Туф, жылағым келіп кетті. Амин. Айтқан емес. Мен айтқаным Альбина. бола берді емес қой. Альбина, Әйеліммен енді қарашы. ақылдасам мен лично. Ала, Алдасам мен әйеліммен. Бір сұрақ та сағанша, сұрай ғой. бізге қарапша, Бөте екеумізге характеристикасын бере аласың ба, қандай әйелдерге? Аха. Байлыққа кеңгілі басталды ғой. Сонымен достар, жеңіл ақша, оңай олжа деп те өзім өзгертіп алған ойындарымыздың бірі. Алматыдан байланысқа шығып отырған тыңдарманымыз бар екен, ойнаймын. Сол 5000 теңгенің иесі өзім болам деп отырған Берік мырза. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Аха, бәрекелді. Біздің ойынның шартын білесіз, иә? Білем. Мен сізге 3 ән қоям, соң қайсы эфирде болған айтып берсеңіз, 5000 теңге сіздікі болады. Түсіндіңіз ғой? Дайынсыз ба? Дайын. Аха. Бүгінгі біздің эфирімізді тыңдап отырсыз ғой?
тыңдаған сияқтымын енді. Алдын бәрекелді. Онда мен көп сөйлеп созбай бірден ойынға көшетін болсам, 3 нұсқасын ұсынамын. Есіңізге сала кетейін, тез жауап беруіңіз керек. Және де егер дұрыс жауап беріп жатсаңыз, онда 5000 теңгені ұтып аласыз. Келістік қой, сәттілік сізге. Рахмет. Алғашқы нұсқасы Айжан Нұрмағанбетова мен деп ойлады онысымен. Екінші нұсқасы Мейрамбек Беспаев ағамыз. Үшінші нұсқасы тілегі сендер. Сонымен Бірінші нұсқа қойдың. Айжан Нұрмағанбетова мен деп ойлама. Мүмкін ойланып көресіз. 15 секунд уақытыңыз бар. Тездетіңіз. Онда екінші нұсқа. Мейрамбек Беспаев ағамыз ба? Иә. Дейсіз ба? Иә, ойлаймын. Соңғы әрі нақты шешіміңіз, е? Иә. Бәрекелді, мен сізді құттықтаймын. Енді шыны керек, барлығы естіп отыр, тыңдап отыр ғой. Енді 2 күннен бері ешкім ұтпағаннан кейін бір ең құрғанда біреу ұтып кетсін деп отыр. Өзім кезекті еңбек демалысым алдында. Ертең бір жұмыс істесем, одан кейін сонда емін-еркін демаламын ғой деп. Бір адам ұтты. Ең құрғанда бір адам ұтты ғой деп. Сонымен Берік мырза, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір сыйлығыңыз туралы толық ақпаратты кадр сыртында беретін боламыз. Бүгінгі жалпы тақырыптарға алып қосатыныңыз бар ма? Енді мен қарсымын. Неге қарсыз? Азаматтық неке. Азаматтық некеге қарсыз. Азаматтық некеге қарсымын. Түсінікті. Ал бақытты өмірдің отбасының сыры неде деп ойлайсыз? Оны точно былай айтып бере алмаймын, қазір оны ойланбағасын. Сыры аналарда. Ал өзіңіз үйленгенсіз ба? Жоқ, әлі бөлек. Мүмкін содан кейін шығар. Біз сияқты онда біздің қатарымызға қосылыңыз. 4 бойдақ болып, онда әңгімені қалаулы әңгімен жалғастырып отыра берейік, е? Жақсы. Жарайды, Берік мырза, байланыста болыңыз, телефон тұтқасын қоймаңыз. Не болды? Сонымен жауап бересің ба? Қандай сұрақ қойып едің? Бауыржан екеумізге қарап, бізге болашақ әйелдеріміздің мінезін примерно өзінің көзқарасымен характеристикасын бере аласың ба? Мен ойлаймын, болашақ жарларың тура өздерің сияқты болады. Жалпы екеуіңе қатысты ғана емес, кез келген адамда, және де айтады ғой орысша, родственный души деген бар, мен соған сенемін. Өйткені осы адам баласы дүниеге келмес бұрын ең бірінші жанның пайда болады ғой. Сол екі адамды тең бірдей қылып жаратады, Алла екі денеге қондырады. Сол бөлек. Солар өмір бақи бір-бірін іздеумен келеді, тапқандар бақытты ғұмыр кешіп жатады. Және де кездеспегенше, сәті түскен кезде мысалы, әрқайсысымен араласып жүру мүмкін да, бірақ үйленбеуі мүмкін деген сияқты. Ол оның жана о бастан бірге болуға жазылмаған тағдыры. Ажырасып кеткендер, яғни не тот адрес деп қайтып кетем? Бір қателескендер. Иә, бір қателескендер. Яғни ол сенің адамың емес болып тұр ғой. Яғни ол сенің адамың емес. Алланың қалауы бойынша сен өз адамыңды тағы да жолықтыруың керек болып тұр. Ал егер сенің адам болса, ол соңына дейін барасың. Және де ол жақта былай айтылған әрқайсының адамдар бірдей болады да. Тура сенің, мысалы мен өзімнің болашақ жарымның тура мен сияқты, бірақ ер азамат кейпінде болатынына сенемін. Сенікі тура өзің сияқты, бірақ әйел адам ретінде болады. Сержан, сенікі де сондай болады. Мінездерің ұқсас болып Менің понятиясы сонда еркектер айтқан істеу керек деген болса жаман ғой. Мен ойлағам, сен былай айтама деп. Негізінде ше. Мысалы, Бауыржан, сен шустрыйсың, саған более спокойный қыз керек. Мен солай коротко деп ойлап қалдым просто. Жоқ, ондай емес. Мен ондайға сенбеймін, өйткені бәрі айтады ғой, ой, аттақ зарядтар тебілет, о физикада дәлелденген нәрсе дейді. Ондай емес. Әркім қазақтың сөзі бар ғой, тең-теңімен тезек қабымен деген. Ол жаңағы ажасқан жағынан айтып отырған жоқпын. Кез келген мінезінен де, мысалы, кейбіреу айтады, ой, жүргіш қыз дейді. Яғни жігіт өзі жүргіш болған, сол үшін сондай қызға кездігіп отыр деп ойлаймын. Мысалы, қыз дұрыс болса, жігіті де дұрыс болады. Барлығы, мысалы, ой, менің жігітім арам, ол мынандай дейді. Яғни қыз да түбінде арам. Сол үшін ол сондайға келіп отыр. Бірақ кейде жақсы балдар сәл басқаша бір қыз алып қалады. Кейбіреулер жақсы қызда бір дұрыс емес жігітке күйеуге тиіп қалады. Бұл өмір шығар, білмеймін, бірақ основной көбінесе жаңа сен айтқандай болады. Сол кезде адам бақытты болады. Андай жерде уже көмпіз, шыдау, бала шаға бар, ұят болмасын дегенмен өмір сүріп кетеді көп. Мынандай ойға келдім мен.
екеумізге адал жар кездескен құдай қаласа. Номин. Иә, иә, енді дұрыс қой. Міне өздерің білесіңдер, адал болсаңдар, ол да адал болады, автоматты түрде барлығы сондай. Және де дәл қазір бізде енді екінші сағатта да сұрақ жауабымыз болды ғой, әлеуметтік желіде, YouTube желісіндегі сол жақтағы екінші сұрағымыз бойынша 77% осы екі сұрақ қойылған екен, 77% осы бақытты отбасының жаңағы 7% ақшаға байланысты десе, басқа түрі 16%-ға жауап берген екен, және де 77-сі ол ортаға отбасыға байланысты делінген екен. Нәтижесін білдік, енді шамамен айтқан кезде, шыны керек, мен алдын ала білген сияқты болдым да, өйткені көпшіліктің осы қоғамның орта ойлау қабілетін білесің ғой, кім қалай айтады деген сияқты, мысалы автоматты түрде жаңа қыз бен жігіттің арасында кім кінәлі дегенде қыздарды да кінәлі ететіндей, мысалы келін кінәлі деген сияқты үйреншікті жауаптар ғой, сондай деп ойлағам, о бастан сол үшін енді ондай таңғалып отырған жоқпын нәтижесіне деп айтайыншы. Сонымен түсіндік деп ойлаймын. Бүгінгі эфиріміз осымен аяқталғалы тұр. Қорытындылайық, бірге сіз бол, біз бол, бірге, иә? Қорытындылайсыңдар ма? Алып қосарларың жоқ па? Ертең маған ренжіштерің жоқ па деп. Айтайын деп едім, бүйтейін деп едім деп. Саған ренжісім жоқ, өте жақсы болды. Көп нәрсені талқыладық, және де көп нәрсенің өзінің дұрыс және дұрыс емес жағын білдік. Жалпы керемет, саған сәттілік. Жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Аналарымызды, әкелерімізді құрметтейік, сыйлайық. Еліміз аман, жұртымыз таман. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, патшамыз адал, той көп болсын. Бауыржан, енді сендердің бұл ұрандарың сияқты ғой, ұрандарың сияқты. Бизнестеріміз не только той бізде. Бәрі күшті болсын. Иә. Бәрекелді. Сержан, өте көп рахмет айтам. Алдағы уақытта да келіп, жаңалықтармен бөлісіп тұрыңдар, үндемей қалмай жүрмеңдер деген сияқты. Бізге ұнат шақырсаң. Иә. Және де болашақта енді қыздарыңды көрсетпейін деп жатсыңдар ғой. Бірақ сүйінші болған кезде, иә, радиоға келіп, осы қалаулы әңгімеде бөлісет деген ойдамын. Жақсы ғой, күтеміз. Бірақ үйлену сүйінші болса қалауымға айтамыз, және сіздерге обязательно айтамыз. Бәрекелді. Ал ертең достар, Парасат пен Альмира келеді екен. Лайка мен Пайка деп. Иә, екеуі енді өздерінше бір сыңар болып жүр ғой. Тимон и Пумба дейсің. Ертең келіп ренжіп жүрмесін. Ренжімейді, өздеріне де айтамын. Ертең кешкі сағат 4-те дәл осы әуе толқында амандықпен жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Бүгінгі қалаулы әңгіме өз жұмысын аяқтады. Ертең эфирде амандықпен тілдескенше жақсы сау саламатта болыңыздар достар.